Пайғамбарлықтың Мекке кезеңі. Пайғамбарлық міндеттің жүктелуі. Ардақты Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 40 жасында пайғамбарлық міндет жүктелді. 40 жасына таяп қалған жылдарына жаратушыға қатысты ой жүгіртумен болды. Меккеліктер мен өзге де араб тайпаларының пұттарына бала күнінен қызықпайтын. Ақылы мен сана сезімі арқылы пұттарға табынудың еш пайдасы жоқ екенін түсінген. Раббысы оны пайғамбарлық берілгенге дейін де сенім тұрғысына да таза ұстап, өзінен өзгеге табындырмаған еді. Тарихшылар оның жалғыз Құдай сеніміне сүйенген, Ибрахимнің жолымен жүрген аздаған адамдар тобы секілді көзқараста болғанын жазады. Оларды ханифтер деп атайтын. Алайда ол қалай құлшылық етерін білмеді. Пұттарға табынып, құлшылық етуге келмейтін, әдепке қайшы әдеттер істеп жүрген арабтардан аулақ кетіп, өзімен өзі оңаша қалуды ұната бастады. Пайғамбарлыққа бірнеше жыл қалған кезде әр Рамазан айында Хира тауындағы үңгірде жалғыз уақыт өткізуді әдетке айналдырды. Тарихшылардың айтуынша таханнус деп аталатын бұл әдетті ардақты Мұхаммед бастамаған. Құрайыштардың кейбір адамдары солай жасап жүрген. Ол тау басынан тек азығы таусылған кезде ғана төмен түсіп, кедей-кепшікке көмектесіп, сауапты істер жасап, қағбаны тауап етіп, үйінен біразға жетерлік азық алып қайта кететін. Жан дүниесінде болып жатқан арпалысты, көкейіндегі жауабы жоқ сұрақтарды тек дүниенің у-шуынан алыстап, өзімен өзі оңаша қалып басады. Жылда қайталанып келе жатқан осындай күндердің бірінде, нақтырақ айтқанда 610 жылы Рамазан айының соңғы 10 күнінің бірінде Хирада болған ардақты пайғамбарымызға Жәбірейіл періште келді. Жәбірейіл Алла мен пайғамбардың арасында Алланың бұйрықтарын жеткізуші елші періште. Айша анамыз бұған қатысты мынандай хадис жеткізген. Оған періште келіп оқы дейді. Алла елшісі, мен оқу білмеймін деп жауап береді. Ары қарай Алла елшісінің сөзімен жалғасақ, сол кезде ол мені ұстап, бұлқынғанымша тынысымды тарылтты. Сосын мені босатып оқы деді. Мен оқу білмеймін дедім. Ол мені екінші рет ұстап, тағы да бұлқынғанымша қысты. Сосын босатып оқы деді. Мен оқу білмеймін дедім. Ол үшінші мәрте бұлқынғанымша қысты да қайта қоя беріп, оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды жатырға жабысатын жабысқақ жасушадан жаратты. Оқы, сенің Раббың асқан жомарт, ол адам баласына қаламмен жазуды үйретті деді. Пайғамбарымыз оқу жазу білмейтін. Пайғамбар ғана емес, Меккедегі арабтардың басым бөлігі хат танымайтын. Сондықтан мен оқи алмаймын деп жауап берген. Бойын қорқыныш билеген ардақты пайғамбарымыз Хира үңгірінен шықты. Үңгірден шыққан соң, «Уа Мұхаммед, сен Алланың елшісісің, мен Жәбірейілмін» деген дауысты естіп, аспанға қараған сол еді, періштені көрді. Бұл оқиға пайғамбарды қатты қорқытты. Өйткені өмірінде көрмеген бір жаратылыс келіп, оған пайғамбар екенін, ал өзінің Жәбірейіл екенін айтты. Пайғамбар үйіне келе сала ештеңе айтпай тек Хадиша анамызға «Үстімді жабыңдар» деп жатып қалды. Ал тынығып, өзіне өзі келген соң жарына басынан өткен оқиғаны баяндап берді. Бір жағынан көзіне көрінгендердің не екенін нақты білмегендіктен, өзінің саулығына қатысты қаупі бар екенін де жасырмады. Өйткені кез келген адам кезігетін оқиға еместігі түсінікті. Бұған қоса жары Хадиша болмаса, басқа біреуге айтса, жақсы, шынайы қабылдана қоймайтын жаңалық емес секілді. Сонда Хадиша анамыз ерлі-зайыпты адамдардың бір-біріне қандай қолдау көрсете алатынын айғақтайтын мәшһүр сөздерін айтты. Мұхаммедтің басынан өткерген оқиға жамандықтың белгісі болмаса керек. Өйткені Мұхаммед саналы ғұмырында ешкімнің көз жасынан қалмаған, ешкімге зәредей де зиян тигізбеген, туған туысына қамқор, мұқтаж жандардан көмегін аямайтын және қонағына құрмет көрсететін жан. Оны бәрінен жақсы танитын асыл жары оған осы қасиеттерін есіне салды. Демек, жаратушы оны қоғамның алдына масқара ететін, ауру сырқау мен жын шайтанның кесірінен сақтайтыны анық. Асыл жар ойы сан-саққа кетіп, уайымға берілген күйеуіне осылай басу айтты. Ерлі-зайыптылар өздері нақты жауабын білмеген бұл мәселенің анық-қанығын бір білсе, осы кісі білер деп, екеуі бірге Хадиша анамыздың туысы Уарақа ақсақалға баруды жөн көрді. Уарақа Меккеде Таурат пен Инжилді оқыған, араб және де иврит тілдерінде оқып жаза алатын, тарихта болған маңызды діни оқиғалардан хабары бар адам ретінде танымал еді. Әбден қартайған, көзі көрмей қалған. Уарақаның үйіне келген соң Хадиша анамыз оған: «Аға, мынау бауырыңның өзіңе не деп айтатынын тыңдап көрші» деді. Алла елшісі оған басынан өткен оқиғаны баяндап берді. Оны жақсылап тыңдаған Уарақа: «Құтты болсын, бұл көргенің Алла тағала Мұсаға жіберген намус акбар. Шіркін, сен елді дінге шақыратын кезіңде жас болғанымда ғой. Қауымың сені жеріңнен қуып шығатын кезде тірі болсам ғой» деді. Алла елшісі аң-таң болып,
Олар мені өз жерімнен қуып шыға ма деп сұрады Уарақа. Иә, сенің алып келгеніңді әкелгендердің арасында дұшпандыққа кезікпеген жоқ. Егер тірі болып сол күнге жетсем, саған міндетті түрде көмек берем деп жауап берді. Алайда көп ұзамай Уарақа қайтыс болды. Алғашқы мұсылмандар. Ардақты пайғамбардың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, алғашқы уахиден кейінгі қорқынышы басылды. Өзіне келген Жәбірейілдің кім екенін және де не алып келгенін де түсінді. Біршама уақыт өтіп, үңгірдегі сезімдер ұмытыла бастаған соң Жәбірейілді қайта көргісі келді. Сол үшін Хира үңгіріне жиі бара бастады. Бірақ күн артынан күн өтсе де періште келмеді. Осылай Хира үңгіріне барып келіп жүрген күндердің бірінде үңгірден қайтып келе жатып, ақыры Жәбірейілді тағы көрді. Кітаптарда алып періштенің көк аспанды болмысымен тұтастай жауып тұрған айтылады. Пайғамбарымыз көргенінің бәрінен бірдей қорқа беретін адам емес. Оны замандастары да сахабаларда ешқашан қорқақ, үрейшіл деп сипаттамаған. Бірақ Алла мен пайғамбардың арасында елшілік қызмет атқаратын, адамдар әлемінен тыс ғайып әлемнің өкілі болған періштенің шын бейнесін көру ең батыл деген адамға да жеңіл тимесі анық. Пайғамбарымыз да көргенінің әсерімен тағы да үйіне келіп жатып қалды. Алайда Жәбірейіл үйіне де келіп, Муддассир сүресінің алғашқы аяттарын түсірді. Уа жамылғыға бүркенген елшім, тұр, ел жұртқа ескерт, Раббыңның теңдессіз, шексіз ұлылығын жария ет. Киіміңді тазарт, ластық атаулыдан аулақ бол. Бұл аяттар бұдан былай Алланың бұйрықтарын адамға жеткізетін уақыттың келгенін білдірді. Осы міндетті орындаған кезде де ең әуелі ұлы Раббысына сенім артуы, әрі рухани және де заттай кірлерден аулақ болуы бұйырылған. Дегенмен дінге шақыру алғашқы 3 жылда жасырын жүргізілді. Оның бір сыры мұсылмандардың саны көп емес, әрі әлсіз ғана топ болуында еді. Мыңдаған мүшриктердің қарсылығына төтеп бере алмасы түсінікті. Жәбірейіл осы кездері пайғамбарға қалай дәрет алып, намаз оқуды үйретті. Пайғамбар болса, одан үйренгенін Хадиша анамызға үйретіп, екеуі бірге намаз оқи бастады. Осылайша жер жүзіндегі сәждеге бас қойып, намаз оқитын алғашқы 2 кісі пайда болды. Хадиша анамыздан кейін пайғамбарымыздың жақын досы Әбу Бәкір, қызлары Зейнеп, Руқия мен Үмму Күлсім мұсылман болды. Бірде берекелі отбасында өсіп жатқан Әли, Алла елшісі мен Хадиша анамыздың намаз оқып тұрғанын көріп, бұл не деп сұрады. Алла елшісі: "Уа Әли, бұл Алла таңдаған дін. Сені бір Аллаға иман етуге шақырамын, Лат пен Ұззаны таста, олар саған пайда да зиян да тигізе алмайды", деді. Әли: "Бұл дін жайлы естімеген екенмін, әкеммен ақылдасайын", деп жауап берді. Алла елшісі бұл әңгіменің өзі айтпайынша әзірге жария болғанын қаламай: "Әли, егер менің айтқанымды қабылдасаң, мәселе жоқ, әйтпесе бұл жайлы ешкімге айтпай-ақ қой", деді. Әли түні бойы ойланды. Таң атқан соң пайғамбарға барып, "Әлгі айтқандарыңды тағы бір қайталайсың ба?" деп өтініш қылды. Алла елшісі қайта айтқан соң, Әли мұсылмандықты қабылдады. Пайғамбардың отбасында Зәйд атты бала болатын. Ол бала күнінде Шам аймағынан Мекке шаһарында құл болып келгенді. Меккеде оны Хадиша анамызға Хаким атты туысы тарту етеді. Ал Хадиша анамыз баланы ардақты пайғамбарымызға қызметші етіп береді. Уақыт өте келе Зәйдтің әкесі Хариса ұлының Меккеде екенін естіп, оның құнын төлеп құлдықтан құтқарып әкетуге келеді. Харисаның ұсынысын тыңдаған пайғамбарымыз таңдауды баланың өзіне қалдырады. Егер әкесін таңдаса, еш құн алмай-ақ азат етуге келісім береді. Ол жердегілер Зәйдтің өз әкесін таңдарынан күмәнданған жоқ. Алайда Зәйд өз қызметінде жүріп, адамгершілігіне талай куә болған жаннан ажырағысы келмеді. Өз әкесімен кетуді емес, Мұхаммедтің қасында қалуды жөн көрді. Оның бұл таңдауына разы болған пайғамбар оның қолынан жетелеп отырып, Қағбаға апарып, халықтың алдында Зәйдті азат етіп, оны өзіне бала етіп алған жариялайды. Зәйдтің әкесі бұл жайтқа қайран қалғанымен, баласы жақсы адамның қолында екенін түсінді. Бұдан былай оны уайымдаудың қажет жоқ екенін ойлап, еліне қайтты. Алла елшісімен арадағы осындай сенімге, сүйіспеншілікке негізделген байланыстың себебінен Зәйд ең алғашқы жандардың қатарына иман келтірді. Пайғамбардың өмір тарихы бойынша беделді авторлардың бірі Ибн Исхақ Мұхаммедтің отбасынан тыс адамдар ішінен алғаш иман келтірген Әбу Бәкірдің мұсылман болуын былай баяндайды. Бір күні Әбу Бәкір Алла елшісіне кезігіп, Құрайыштардың айтып жүрген не екен? Сен туралы құдайларымызды былай сырып, бізді ақымақ санады, ата-бабаларымызды күпірлікпен айыптады деген рас па деп сұрады. Алла елшісі: "Уа Әбу Бәкір, мен Алланың елшісімін. Мені пайғамбарлығымды жеткізу үшін жіберді. Сені де хақ тағалаға иман келтіруге шақырамын. Алланың атымен ант етейін, бұл ақиқат.
сені жалғыз, серігі жоқ, өзінен өзгеге құлшылық жасамайтын Аллаға бағынуға үгіттеймін деп жауап береді. Сосын Әбу Бәкірге Құран оқып берді. Осыдан соң Әбу Бәкір еш қарсылық білдірмей мұсылман болды. Пайғамбарымыз Әбу Бәкірдің ислам дінін қабылдауын айрықша бағалап, кімді болса да ислам дініне шақырған кезімде бір сәт кідіріс, күмән мен сылтау айту орын алатын еді. Тек Әбу Бәкір ғана исламға шақырған кезімді еш кідіріссіз бірден қабылдады деген. 3 жылдық жасырын дін насихаты кезінде Әбу Бәкірдің жақын достары Осман ибн Аффан, Зубайр ибн Ауам, Абдурахман ибн Ауф, Талха ибн Убайдулла, Саад ибн Әбу Ваққас, Осман ибн Маз'ун, Саид ибн Зайд, Айяш ибн Әбу Рабиа мен оның жары Асма бин Салама, Әбу Убайда ибн Жаррах, Арқам ибн Әбул Арқам, Әбу Салама, Джафар ибн Әбу Талиб және Убайда ибн Харис сынды тұлғаларда пайғамбарға келіп, ислам дінін қабылдады. Олардың ешбірі де пайғамбар көрсеткен таңғажайып бір құбылыстың себебінен иман келтірмеген. Бәрі де Мұхаммедті сенімді адам деп білетін, қараңғы қоғамнан алыстап, адамша өмір сүруді қалайтын. Пайғамбар дінге жасырын шақыру кезеңінде, үйінде, таудың етегінде ешкім жүре бермейтін түскі аптап ыстықта намаз оқып, кейде мұсылмандармен бірге құлшылық жасаушы еді. Көзден таса өздері ғана қалған кездері оларға жаңадан түскен Құран аяттарын оқитын. Жалғыз Аллаға деген сенімге, оған ғана бағынуға үндейтін. Сондай-ақ мына дүниеде істеген істердің қарымы берілетін, о дүниенің бар екенін қабылдауға шақыратын. Мүшриктердің көзіне топ болып түспеуге, жамағатпен құлшылық жасамауға тырысатын. Ислам діні баяу болса да тарала бастады. Сондықтан Алла елшісі өзіне сенген мұсылмандармен кездесіп, оларды жаңа дінмен тереңірек таныстыратын сенімді жерді қажет етті. Көпшіліктің көзіне намаз оқу да мүмкін емес. Мүшриктер көріп қалса жұдырғала жүгіреді. Әзірге жасырын іс үшін ислам дінін қабылдаған Арқам ибн Әбул Арқам атты жас жігіттің үйін лайықты деп тапты. Арқам Меккенің ықпалды және де дәулетті руы Махзум ұлдарынан болатын. Ислам тарихында Дарул Арқам немесе Дарул Ислам деген атпен қалған бұл үй Қағбаға жақын Сафа төбесінің етегінде болатын. Сонымен қатар бұл үй қажылық және де умра жасауға сырттан келген адамдармен кездесуге, оларға дін жеткізуге де қолайлы жерде орналасқан. Қауіпсіздік жағынан да тиімді, яғни айналада қозғалыс көп болғандықтан үйге кіріп шыққан адамдардың көзге ерекшеленіп түспеуіне мүмкіндік беретін. Қағба маңында Құрайш атқамінерлерінің не істеп жатқанын бақылауға да ыңғайлы, әрі іші алғашқы мұсылманда жиналған кезде де қысылмай сиятындай кең болатын. Зерттеушілер исламға жасырын шақыру кезеңінде мұсылман болғандар сенімді, сыр ашпайтын, пұтқа табынушылық пен надандық дәуірінің жамандықтарын ұнатпайтын, хақ дінге құштар жандар болған жеткізеді. Алла елшісі осы үйде сахабаларына жаңа түскен аяттарды түсіндіріп, олардың иманын күшейтіп, үміт пен жігер беретін сөздер айтатын. Ғалымдар бұл үй исламның алғашқы жылдарынан бастап, Омар мұсылман болғанша мұсылмандар астыртын бас қосатын, діни білімін арттырып, құлшылық жасайтын үй ретінде қызмет атқарғанын жазады. Дінге ашық шақыру. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзіне, енді өзіңе бұйырылғанды, бар күш жігеріңді аямай ашық түрде айтып жеткіз. Мүшриктерден теріс айнал, олардың қарсылығынан қарама, сөздеріне мүлдем мән берме аяты түскенге дейін исламға жасырын шақырған. Осы аяттан соң пайғамбарлықтың 4-ші жылынан бастап Меккеде ислам діні ашық насихаттала бастады. Пайғамбарымыздың алғашқыда ең маңызды нысаны Құрайштар болды. Қағбаның іші сыртын пұтқа толтырып тастаған Құрайш тайпасы Ибрахим мен Исмаил пайғамбардан бері келе жатқан қажылық құлшылығын да басқарып отырған. Бұған қоса Қағбаны зиярат ете келгендерден көбірек пайда табу үшін әртүрлі тайпаның пұтын Қағбаның іші мен сыртына тізіп қойған. Осылардың арқасында өзге араб тайпаларының арасында абырой беделі зор еді. Өз туыстары мен жақын достарын ислам дініне шақыра бастаған пайғамбарды алда әлі ауыр күндер күтіп тұрды. Себебі оған уахи етілген ақиқатты мүшриктерден тайсалмай жеткізуі, ең жақын деген адамдардан бастап, даусы жеткеннің бәріне насихат айтуы бұйырылды. Алла елшісі осы күндерден бастап Мекке мұсылмандардың қолына өткенге дейін, яғни 20 жылға жуық уақытқа созылатын бұл күресті туыстарын дастархан жайып, қонаққа шақырудан бастады. Өйткені аятта алдымен ең жақын туыстарыңа ескерт деп бұйырылған. Бұған қоса сол кездегі рулық тайпалық қоғам жағдайында дінге шақыруды алдымен өз туыстарынан бастауы да заңдылық тәрізді. Өзгелердің шабуылынан қорғану үшін өз руының қолдауына ие болу өте маңызды. Екінші жағынан туыстары қолдаса,
шанашы жақтасы көбейіп, өзгелердің де қолдауы жеңілдей түсер еді. Туыстарынан бұл шақыруға 45 адамдай келді. Алайда тамақтанып болған соң әкесінің бауыры Абу Лахаб оның сөйлеуіне мұрсат бермей, өз руына сен секілді жаман нәрсе әкелген адамды көрмеппін деп салды. Осыдан кейін әңгіме ұзаққа созылмай, мәжілістің шырайы кетіп, қонақтар да тарап кетті. Ойлаған жеткізе алмаған пайғамбар бірнеше күннен кейін тағы да дастархан жайды. Бұл жолы Алланың жалғыз екенін, оның серігімен ұқсасы жоқ екенін, оған сенім артатынын тілге тиек ете отырып, ешқашан өтірік айтпағанында естеріне сала кетті. Кейін сөзін былай жалғады: мен жекелей алғанда сендерге жалпы барлық адамзат атаулыға жіберілген Алланың елшісімін. Алланың атымен ант етейін, ұйқыға бас қойған секілді бәрің де өлесіңдер, ұйқыдан оянғандай тірілесіңдер. Сонда осы дүниеде істеген істерің үшін жауап беретін боласыңдар. Жасаған жақсылық үшін марапат, ал жаман істерің үшін жаза тартасыңдар. Жұмақ пен тозақ мәңгі. Бұлар жайлы ең бірінші ескертіп отырғанында өздеріңсіңдер. Әке орнына әке болған Әбу Тәліп бауырын құлақ салып тыңдады. Айтқан сөзі ақылға қонымды екенін, оған пана болатынын білдірді. Бірақ ата-бабасы ұстанып келген діннен бас тартпайтынын ашық айтты. Ал екінші бір көкесі Әбу Лахаб болса, туыстарын оған тосқауыл болуға шақырды. Егер ол шақырған дінді қабыл алса, ел алдында масқара болып, ал туысымыз ғой деп пана болса, өмірлеріне қауіптенетінін айтып, жаны шығып кете жаздады. Әбу Тәліп сонда да райынан қайтпай, өзі тірі тұрған кезде інісіне қамқор болатынын жеткізді. Жалпы Әбу Лахаб пен әйелі пайғамбарымызға үнемі зиян тигізген. Әсіресе Мекке шаһарына сырттан келген адамдармен кездескен кезінде оған кесірін тигізіп қалатын. Оның айтқан сөздерін өтірікке шығарып, сиқыршы екенін айтып, өз тайпаластарын бір-біріне айдап салды деп айыптайтын. Олардың пайғамбарға берген зарарының өтемі секілді Құранда бұл екеуі аталған бір сүре түсті. Таббат сүресі. Онда Әбу Лахабтың әйелімен бірге тозақта қалатыны айтылған. Жаңа дінге меккеліктер қалай қарады? Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, Алланың әмірімен бір күні Сафа төбесіне шығып, бүкіл Мекке халқына ислам дін жеткізуге бекінді. Жиылған халыққа: "Уа Құрайш тайпасы, сендерге мына таудың артында дұшпан әскері тұр десем, сөзіме сенер ме едіңдер?" деп сұрады. Тыңдап тұрған халық: "Иә, сенеміз, өйткені осы уақытқа дейін сенің өтірік айтқаныңды естіген емеспіз" деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз: "Олай болса, мен сендерге үлкен азапқа душар болулары мүмкін екенін ескертемін. Алла тағала маған, жақын туыстарыма ескерту жасауды бұйырды. Алладан басқа құдай жоқ демейінше, сендерге бұл дүниеде де, о дүниеде де пайдам тимейді" деді. Құрайштың алдыңғы қатарлы тұлғалары Алла елшісінің исламға шақыруына алғашында қарсы шыға қоймаған. Бірақ пайғамбарымыз пұтқа табынуды айыптайтын аяттарды оқып, пұтқа табынатындардың тозақтық болатынын айтып бастаған соң, оның діни насихатын өздері үшін қауіпті деп қабылдауға көшті. Сондықтан оның үгіт насихатына кедергі болу үшін қолдарынан келгенін жасап бақты. Сонымен қатар рушылдық жүйемен ғана өмір сүріп отырған Құрайш тайпасы ата-бабасынан жеткен дінді бәрінен жоғары қоятын. Олар үшін пұтқа табынушылықты басқа сеніммен айырбастау мүмкін емес. Қай жерде болмасын ата-бабасының сенімі мен құлшылығынан ажырамайтындарын жиі айтатын. Құранда олардың осындай ұстанымдарына қатысты мынандай жауап та берілген: "Сол кәпірлерге, қане келіңдер, Алла түсірген Құранға және Алла елшісіне жүгініңдер. Солардың айтқанын орындаңдар" делінсе, олар: "Ата-бабаларымыздың дін, сенім, әдет-ғұрып тұрғысынан не көрсек, сол бізге жеткілікті" дейді. Сонда ата-бабалары еш нәрсені білмейтін, тура жолға түспеген болса да, олар солардың жолын қуа ма? Құрайштар ақлақ пен әдеп жөнінен де пайғамбардың айтқанын қабылдай салатын деңгейде емес еді. Надандық сана жайлаған Мекке қоғамында ішімдік ішу, құмар ойындары, зина, өтірік айту сынды жаман әдеттермен қатар, байлық пен билік кімде болса, соның айтқанын заң дейтіндей түсінік орнаған. Сондықтан әлсіздің мал-мүлкін тартып ала беретіндер, арам жолмен пайда табатындар аз емес еді. Құран кәрім мұндай жаман әдеттерді айыптап, адамдар тек жаратушыға сенумен, оған жақын болып, оның жаратылыстарына мейірім танытуымен ғана бір-бірінен артық бола алатынын білдірген. Мүшриктер Алла елшісін қиын жағдайға қалдыру және сол арқылы оған сенушілердің де, басқалардың да алдында оның беделін түсіріп, сөзінің әсерін жою мақсатында онымен пікірталасқа түскен жағдайлар орын алған. Айталық, Утба ибн Рабиға, Абу Суфиян, Надр ибн Харис, Валид ибн Муғира, Абу Джахил, Ас ибн Вайл, Умайя ибн Халаф сынды шаһардың атқамінерлері пайғамбарды қасына шақырып, сөз басында оны қауымды екіге бөлудесің, ата-бабамыздың дініне қиянат жасап, олардың ісін мансұқтадың деп айыптайды.
Тіпті пайғамбарға бір қатар ұсыныс жасап, дінге шақыруын тоқтатқысы келген. Бірақ Алла елшісі олардың ешбір ұсынысын қабыл алмай, басты мақсат адамдарды Алланың жалғыз екеніне сенуге шақыру екенін қайталаумен болды. Мүшриктер Алла елшісінен өздері күткен жауапты ала алмаған соң басқа құлыққа көшіп, одан енді Раббысына дұға жасап, айналаны қоршаған тауларды алыстатуын, Меккені ішінен сарқырап аққан өзені бар мекенге айналдыруын, бақилық болған бабалары Құсай ибн Килабты тірілтуін сұраған. Ол аздай Алладан өзіне базарда күнкөрістің қамымен жүруінен құтқаратындай жайлаған бау-бақша, алтыннан сарай, кілттері де алтын мен күмістен жасалған қазына, байлық сұрауын талап еткен. Мұндай сөздерге қарсы Алла елшісі уахидың жол көрсетуімен былай жауап берген: «Уа Мұхаммед, оларға: Раббым кемшілік атаулыдан ада, мен бар болғаны елші ретінде жіберілген жай ғана адам емеспін бе?» деп айт. Мекке мүшриктері кейде тек өз сұрақ талаптарымен ғана шектелмей, Мұхаммед жауап бере алмайды-ау дейтіндей сұрақтарды қою үшін Мәдина яһудилерінен көмек сұрайтын. Міне, осы мақсатта бірде Мәдинаға барған Надр ибн Харис пен Уқба ибн Абу Муайд сынды тұлғалар яһуди ғалымдарынан біршама сұрақ алып қайтты. Яһудилер келген елшілерге егер Мұхаммедтің сұрақтарына жауап бере алса, оның шынымен де пайғамбар екендігі, жауабын бере алмаған жағдайда жай өтірікші екені анықталатынын айтқан болатын. Құрайыштық өкілдер Мәдинадан Меккеге оралып, пайғамбармен кездескен кезде оған яһудилерден алып келген сұрақтарын қойды. Атап айтқанда, Асхаби Кахф, Зулқарнайн және де рух жайлы сұрады. Бұл сұрақтардың бәріне де Құран аяттарымен анық жауап берілсе де, мүшриктер қасарысқан күйі пайғамбарды мойындамай қойды. Ардақты пайғамбарымыздың өзіне жақтас жинауын, ата-бабаларының сенімі мен іс-әрекетін сынауын жаратпаған құрайыштықтар оны қорлап, тіл тигізуге уақыт өте келе қол жұмсауға көше бастады. Құранның адам санасы мен жүрегіне деген әсерін тоқтата алмаған меккелік атқамінерлер Мұхаммед оны бір христианнан үйреніп алған көріпкел, жынды, сиқыршы, ақын деп жала жапты. Оның Құран деп айтып жүргені бұрынғылардың ертегісі деп соқты. Бірақ бұл айыпқа өзге түгілі өздері де сенбейтін, бар болған пайғамбардың дінін қабылдап жатқандарға қалай тосқауыл боларын білмей жасаған далбаса әрекеттер еді. Олай дейтініміз мүшриктердің атқамінерлерінің өзі Құранды тығылып тыңдайтын, әсерінен біраз уақытқа дейін арыла алмай жүретін. Ибн Хишам мынандай дерек жеткізген: Абу Джахил, Абу Суфиян және де Ахнас ибн Шарик бір түні Алла елшісі түнгі намазды оқуға тұрған кезде Құран оқығанын тыңдау үшін үйлерінен арнайы шығады. Әрқайсысы асықпай тыңдауға ыңғайлы көзден таса жерге отыратын. Бірақ бірі екіншісінің келгенін білмеген. Ал бұрынғылардың ертегісі немесе ақынның өлеңі деп айтқанымен, өздері де ақындық пен шешендікте алдына жан салмайтын қоғам бола тұра, Құран сүрелері секілді сөздерді құрастыра алмаған. Мұхаммедтің айтып жүргені бұрынғылардың аңыз әпсанасы деп соққан Надр ибн Харис сынды мүшриктер Құран оқиғалары секілді оқиғаларды айтамыз деп ештеңе өндіре алмаған. Ардақты пайғамбардың Меккеде қолдаушылары көбейіп бара жатқанын көрген құрайыштықтар пікірталас жүргізіп, дауласумен қатар оны мазақ етіп кемсітетін. Мысалы, олардың бірі Асуад ибн Абди Ауз пайғамбармен ұшыраса қалса болды-ақ, ол кісіге: «Ей Мұхаммед, бүгін жоғары жақпен сөйлестің бе?» деп мысқылдайтын. Асуад ибн Мутталиб пен достары пайғамбар мен оның артынан ерушілерді көрсе, бір-біріне көзін қысып, ымдап, сендерге жер бетінің патшалары Кисра мен Қайсардың қазыналарына қол жеткізетін адам келді деп кекетіп, ысқырса жөнелетін. Құрайш тайпасынан сахмулдарының көсемі Нубай ибн Хаджаж Мұхаммедті пайғамбар болуға лайық көрмей, өзіне де жиі-жиі: «Алла сенен басқа пайғамбар ретінде жіберетін адам таппады ма? Сенен гөрі жасы егде, лайығырақ адамдар бар емес пе?» деп тиісетін. Олардың мұндай мазағы мен кемсітуі мұсылмандарды райынан қайтара алған жоқ. Сондықтан Мекке басшылары пайғамбарымызға тосқауыл болу үшін оның көкесі Әбу Тәліппен араға уақыт салып 3 мәрте кездескен. Алғаш келгенде Әбу Тәліп олардың көңілін тыныштандыратын сөз айтып шығарып салған. Екінші кездесуде олар қорқытып, үркіткен соң ардақты пайғамбарымызды қасына шақырды. Өзіне қатты қысым жасалып жатқанын, бұдан әрі оларға төтеп бере алмайтынын айтты. Көкесі енді пана бола алмайтынын ойлаған пайғамбар: «Мені бұл істен бас тартсын деп, оң қолыма күнді, сол қолыма айды ұстатып қойса да ештеңе өзгермейді. Алла бұлдыңды бәрінен үстем еткенше еңбек етемін, болмаса осы жолда өлермін» деп ұстанымына берік екенін көрсетеді. Бұл сөздерден әсер алған Әбу Тәліп бауырына: «Онда бар, қалаған сөзіңді айта бер.
Алланың атымен ант етейін, сені олардың қолына тастап қоймаспын деді. Құрайшылықтар үшінші мәрте келген кезде Әбу Тәліпке: бауырыңды бізге бер, оның орнына Валид ибн Мұғираның ұлы Омараны берейік, өзіңе бала етіп аласың деп ұсыныс айтты. Олардың бұндай ақылға қонымсыз ұсынысына қайран қалған Әбу Тәліп: сендерге таң қаламын, маған бір бала береді екенсіңдер де мен оны бағып қағады екенмін, ал сендерге өз баламды өлтіруге береді екенмін, солай ма деп тығырыққа тірейтін сұрақпен жауап береді. Тағы бірде қаланың атқамінерлерінің бірі Утба ибн Рабиға Алла елшісіне барып мынандай ұсыныс айтады: бауырым, егер өзің алып келген нәрсемен дүние жиғың келсе, әрқайсымыз дүниеміздің бір бөлігін саған берейік, осылайша арамыздағы ең бай адам болып шығасың. Ал егер абырой бедел көздесең, сені көшбасшымыз етейік, айтқаныңды екі етпей орындайтын боламыз. Ал енді билік қаласаң, сені басшы қылайық. Егер басыңа келгенін айтып жүрген нәрселерінің жындардың кесірінен болса, қолымыздан келгенін жасап сені емдетейік. Бүкіл дүниемізді берсек те емдеп жазып, бұл кеселден құтқарып аламыз. Әрине, пайғамбарымыз оның бұл ұсынысын да қабылдаған жоқ. Бұл бар болған дінге қарсы меккеліктердің амалы таусылғаннан жасаған әрекеті екенін түсінді. Әйтпесе пайғамбарға байлық пен биліктің не керегі бар? Сондықтан ол Утбаға қарап: айтарыңды айтып болдың ба деп мақұлдаған соң, ұсынысына жауап ретінде Фуссилат сүресінің бас жағынан үзінді оқыды. Утба ибн Рабиға кері қайтып, мүшриктердің отырған жеріне келген соң, одан отырғандар не болғанын сұрады. Утба әлгінде ғана өзі тыңдаған аяттардың әсерінен арылмаған күйі: Алланың атымен ант етейін, бұған дейін бұндай сөздерді естігем жоқ. Ол өлең де, көріп келдік те, сиқыр да емес. Уа Құрайшылықтар, оны жайына қалдырыңдар, тиіспей-ақ қойыңдар. Алланың атымен ант етейін, әлгі естіген сөздер маған қатты әсер етті. Мынандай сөздер саналарына жеткен арабтар оны қолдап шықса, оған сендердің керектерің болмай қалады. Егер оны қолдайтын болсаңдар, ол арабтар арасында қандай басымдылыққа ие болса да, оның қол жеткізген жетістігі сендердікі де болады. Оның абыройы сендерге де абырой. Ол арқылы адамдардың ең беделсі және ең бақыттысы боласыңдар деді. Құрайшылықтар оның аузынан күтпеген мұндай сөздерді естіген кезде, одан да тыжырына түңіліп, ол сөздермен сені де сиқырлап тастаған екен десті. Иман нұрына бөленгендер қандай еді? Кедей халық арасында ислам дінін Мекке халқының төменгі табын құрайтын әлсіз, кедей, қорғансыз құлдар бірінші қабылдады деген пікір айтылып жатады. Әрине, алғашқы мұсылмандардың арасында Біләл, Хаббаб ибн Арат, Амир ибн Фухайра, Зиннир сынды құлдар мен күңдер, Ясир отбасы секілді қорғансыз жандар да кездесетін. Осындай тұлғалардың мүшриктерден ауыр азап көруі сол кездегі елеулі оқиғалардың қатарында болып, алғаш иман еткендердің арасында солардың аты жиі аталуына жол ашқан. Әйтпесе ардақты пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзіне дін жеткізу міндеті жүктелген кезден бастап, ер, әйел, жас, кәрі, бай, кедей, азат құл деп бөліп жармай, жалпы қоғамды ислам дініне шақырды. Осының нәтижесінде қаладағы бүкіл топ өкілдерінен иман келтіргендер болды. Бұлардың арасында Халид ибн Саид, Мусаб ибн Умайр, Абу Хузайфа ибн Утба ибн Рабиға, Саад ибн Абу Ваққас сынды Құрайштың ақсүйек әулеттерінен шыққан тұлғалармен қатар, дүние мүлкі жағынан Меккенің байларының қатарына қосылатын Әбу Бәкір, Осман, Зубайр мен Талха сынды тұлғалар да бар. Демек, ардақты пайғамбардың шақыруын алғаш болып қабылдағандар қоғамның төменгі табына жататындар екенін білдіретін тұжырым қате. Себебі ислам діні алғаш насихаттала бастаған кезден бастап-ақ дінді қабылдағандар бүкіл топ пен таптан шыққан. Нәтижесінде Құрайштың барлық руынан әуел бастан азды көпті адам мұсылман болды. Тағы бір назар аударатын жайт алғашқы мұсылмандардың жастардан тұратыны. Исламды жеткізу кезінде пайғамбарды айрықша қолдап, көмекші болғандар да солар. Алғашқы мұсылмандардың арасында бірнеше адам 50-лердің шамасында, бірнеше адам 35-тің үстінде, қалған көпшіліктің жасы 30-ға жетпеген. Атап айтқанда бала күнде ислам дінін қабылдаған Әзірет Әли 10, Зәйд ибн Хариса 15, Абдулла ибн Масғуд пен Зубайр ибн Ауам 16, Талха ибн Убайдулла, Абдурахман ибн Ауф, Архам ибн Абул Архам мен Саад ибн Абу Ваққас 17 жаста, Мусғаб ибн Умайр 18-20 жас аралығында, Абдулла ибн Омар 13, Джафар ибн Әбу Тәліп 22, Осман ибн Хуайрис, Осман ибн Аффан, Әбу Убайда мен Омар 25-31 жастарында болған.
Заманымыздағы зерттеушілер алғашқы мұсылмандардың араб қоғамындағы әлеуметтік жағдайына ғана емес, рухани ахуалы мен бойындағы қасиеттеріне назар аудартады. Бастапқы мұсылмандардың ортақ сипаты ақиқатты іздеу мен жағдайды бағамдау қабілетіне ие болуы. Олар жаман әдеттен аулақ, көркем мінезді болатын, біреуге көмектесуге даяр, жомарт, ар-намысты бәрінен жоғары қоятын, пұттардан аулақ, саудада әділдігімен танылған кісілер. Олардың ерік-жігерлері де басқалардан ерекше мықты болды. Үлкендердің сөзі тыңдалатын, рулық жүйе мен топтық санадан бөлінгісі келгендерді қатаң түрде жазалайтын сол кездегі араб қоғамында-ақ алғашқы мұсылмандар қатып, семіп қалған түсінікке қарсы тұрудан тайсалмай, өз дегенінен қайтпай, қоғамның қысымына шыдап беретіндей қасиеттерге ие болды. Өздеріне жаңа дін ұсынылған кезде ойланып, ақыл таразысына салатынын, жеке пікір мен ойға ашық, өз бетінше шешім қабылдай алатынын айқын көрсетті. Осындай қасиеттері оларды алғашқы мұсылмандардың қатарынан орып алу абыройына бөлеп тарихта қалдырды. Мүшриктер ислам дініне не себептен қарсы шықты? Мекке мүшриктері пайғамбарға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қатаң түрде қарсы шығуының себебін тарқатып көрейік. Олар Алла мені пайғамбар етіп жіберді деген адамды бала күнінен жақсы білетін, сенімділігіне шек келтіре алмайды. Өйткені 40 жасына дейін өз қоғамда әл-әмин деген атпен белгілі болған. Бар болғаны пайғамбардың алып келген дінін қабылдаған жағдайда сол кездегі мүмкіндіктерінен айырылып қалудан қорықты. Өйткені Құрайыштар бүкіл араб тайпаларының төресі іспеттеседі. Әр тайпаның өзіне тән пұттарын қағбаға қаз қатар тізіп, сол арқылы пайда тауып отырғаны және бар. Пұттардан бас тартса, одан түсетін кірістің тоқтайтын түсінікті. Араб жерінде ортақ заң, жалпыға бірдей құндылықтар жүйесі жоқ еді. Олар тек ру тайпалық жүйемен ғана өмір сүрген. Бұрыс болса да өз руласын қолдап, дұрыс болса да өзге руды айыптау өмірдегі басты қағидаларының біріне жататын. Тек өз руының сүрлеуімен ғана жүретін. Араб үшін басқа бір ру адамның артынан еру өз руына сатқындық саналды. Бұл сөзімізге атақты мүшрик Әбу Жахилдің мына бір сөзі айғақ болады. Біз Әбдіманап руымен атақ пен абырой жөнінен қазірге дейін таласып келеміз. Олар халыққа тамақ берді, біз де бердік. Олар әртүрлі қызметтерді иеленді, біз де иелендік. Олар жомарттық жасады, біз де жасадық. Қатар келе жатқан бәйге атындай тең бәсекеде жүргенде кенет олар, енді біздің арамызда уахи алған бір пайғамбар бар деді. Біз олардың бұл айтқанын қайдан табамыз? Алланың атымен ант етейін, оны ешқашан қабылдамаймыз. Жалпы мүшриктердің исламға қарсы шығу себептерін былай жинақтап көрсетуге болады. Бірінші, олар белгілі бір мәдениеттің өкілдері болатын. Өздерінің сенімін бір жаққа ысырып, жаңа сенімді қабылдау оңай емес. Оның үстіне арабтар салт дәстүрге кенедей жабысып қалған. Алла елшісі алып келген дін өздерінің салт дәстүріне қарсы екенін көріп, қатаң түрде қарсы шықты. Екінші, олардың белгілі бір әлеуметтік мәртебелері бар еді. Оның бәрін бір мезетте тастап кете алмады. Қоғамда маңызды орынға ие немесе жас жөнінен пайғамбардан үлкен адамдардың оның артынан ілесу қиынға түсті. Үшінші, Меккенің рушыл қоғам екенін ескерсек, дін ауыстыру басқа бір өкілдерінің артынан ілесу дегенді білдіретінін де қабылдай алмаған. Әбу Жахилдің жоғарыдағы сөзі де соны көрсетеді. Төртінші, солардың жаңа дінді қабылдаған жағдайда айырылып қалатын саяси экономикалық мүдделері болды. Бесінші, пайғамбар болса да адамның өзі туып өскен жеріне дін таратуы оңай емес. Демек, Мекке мүшриктерінің пайғамбарға қатаң түрде қарсы шығуының әлеуметтік, экономикалық, саяси және діни себептер болған. Бірақ дін насихат жалғаса берді. Үмітсіз шайтан ғана. Үміт адамды еңбектенуге итермелейтін күш. Адамға өзінің міндетін атқаруға қажыр-қайрат беретін де сол. Үміт тіпті жалқау адамдардың өзін еңбектенуге, ал еңбекқорларды одан бетер тер төгуге жетелейді. Жемісті нәтижеге жете алмағандарға бәрін қайта бастататын да осы үміт. Жауынгерлерді майдан даласында алға қарай ұмтылдыратын да жеңіске деген үміт. Науқас адамға ащы дәріні ішкізетін де шипа табуға деген үміт. Жұмысшыны өзгелер ұйықтап жатқанда орнынан тұрғызатын да жетістікке жетуге деген үміт. Сондықтан пайғамбардың да үміті сөнбек емес. Алғашқы мұсылмандардың дін жолында көрген қиындығы. Әбу Тәліп қанша қорған болса да мүшриктер ыңғайы туса болдақ, пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзіне жәбір жапа көрсетіп қалуға тырысты. Исламның тарала бастауымен мүшриктердің мұсылмандарға қарсы ұстанымы да күшейе түсті.
Жаңа дінде басқалай қатынас жасаудың жолын олар көрмеді, көргісі де келмеді. Әбу Жахил, егер абыройлы, дәулетті адамның мұсылман болғанын білсе, оған ауыр сөздер айтып қорлап, әкең жақсы адам бола тұра оның жолынан тайып кеттің. Анша айтайық, ақымақ адам екенсің, ұстанымың қате, бұдан былай біздің алдымыздағы дәрежеңді түсіре беретін боламыз, дейтін. Ал саудагер болса, сенің саудаңды тоқтатып ешкімге ештеңе сатып алдырмай, тақырға отырғызуға ант етеміз деп қоқан-лоққы көрсететін. Иман еткен адам әлсіздерден болса, оны ұрып соғып, өзгелерді де оған айдап салатын. Ал пайғамбарымыз өз артынан ілескен мұсылмандарға мүшриктер зұлымдық жасап жатса да көмектесе алмай қиналды. Әсіресе қорғаны мен қолдаушы жоқ қоғамның әлсіз тобынан шыққан мұсылмандарға қиын болды. Осы тақырыпқа келгенде ойға ең бірінші құлдықта жүріп иман еткен Біләл Хабаши оралады. Қожайыны оның мойнына бір жіп асып қорлайтын, Меккенің балаларына ойнауға беріп қоятын. Бірақ осының бәріне қарамастан Біләл Алла жалғыз деуден танбады. Оны түскі аптап ыстықта сыртқа шығарып, жалаңаш денесімен қызып тұрған құмның үстіне жатқызатын. Солай жатқызып қойып, адамдарына оның үстіне үлкен тас қойдыратын. Құмның ыстық болған соншалық үстіне тамақ пісіруге болатындай. Умайя Алланың жолында азап тартып жатқан Біләлға өлгеніңше немесе Мұхаммедтің дін жоққа шығарып, Лат пен Ұззаға құлшылық етпейінше осылай жатасың дейтін. Бірақ Біләл ештеңеге мойымай, Алла жалғыз дегеннен басқа ләм демеді. Ол осылай азапталып жатқан күндердің бірінде оны Әбу Бәкір қожайынынан сатып алып азат етті. Әбу Бәкірдің бұл әрекеті кейінгі мұсылмандарға да үлгі болып қалды. Қиындыққа душар болған мұсылманға хал-қадірінше көмектесу өзге мұсылмандарға міндет. Әбу Бәкір дін үшін азап тартқан Зиннира деген күңді де сатып алып азат еткен. Ауыр азаптан оның көзі көр болып қалған. Бірақ сонда да діннен бас тартпаған. Оның ұстанымының беріктігінен қайран қалған Әбу Жахил бұларға таң қалмау мүмкін емес. Егер Мұхаммед әкелген нәрседе жақсылық болса, оған қол жеткізу үшінің бәрінен бұрын біз жүгірер едік қой. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін бізге Зиннира үйрете ме деп ызаға булыққан. Әбу Жахилдің бұл сөзі де көп нәрсені аңғартады. Олар исламның адамдарды дәулеті мен билігіне қарап бөлмейтін, теңдікті ту еткен ұстанымын қабылдағысы келмеді. Мұсылмандар тек жаңа дінге сеніп қана қойған жоқ, олар ізгілікке ұмтылды, азғындықтан қашты. Ал тура жол үшін жанын пида етуге даяр болған баһадүрлердің жанкештілігін мүшриктер түсіне алмаған. Ясир отбасын мүшриктер тұтастай азаптады. Ауыр азап кезінде Әбу Жахил Ясирдің жары Сумаяны шейіт етті. Ислам тарихында дін жолында шейіт болған алғашқы адам Сумая хан. Сол күні Ясирдің өзі де шейіт болды. Баласы Аммар ауыр азап тартты. Темір ұстасы Хаббаб да дін үшін азап тартқан мұсылмандардың қатарынан. Қожайыны оның денесіне қызып тұрған темірді басып, дінінен бас тартуын талап еткен. Әрине, бұл азаптар олардың иманын әлсіретпек түгіл керісінше шыңдай түскен. Мүшриктердің құдайына тек жарлы-жақыбайлар ғана емес, Әбу Бәкір сынды мұсылмандар да душар болды. Тіпті пайғамбар да олардың қорлық көріп жатты. Бірде пайғамбар Қағбада намаз оқып тұрғанда, Ұқбай ибн Абу Муайт келіп, шапанын Алла елшісінің мойнына орап, оны қылқындыра бастады. Әбден қиналып кеткен кезде Әбу Бәкір келіп үлгеріп, оны иығынан итеріп жіберіп, Алла елшісінен алыстатты да, сонда сендер кісіні өздеріңе Раббыларыңнан ап-айқын дәлелдермен келген адамды Раббым Алла деп айтқаны үшін өлтірмексіңдер ме? Деген аятты оқыды. Мұсылмандардың азап көруіне қатысты атақты ғалым Рамазан әл-Бути былай дейді. Алла елшісі мен сахабалар тура жолда бола тұра, не үшін осындай азапқа душар болды? Не үшін Алла тағала оларды дін дұшпандарының азабынан қорғаған жоқ? Оған былай жауап береміз. Адамның мына дүниедегі ең басты ерекшелігі жауапкершілік алу. Ал ислам дініне шақыру Алланың атын ұлықтау жолындағы ең басты күрес және жауапкершіліктің бір бөлшегі. Бұл жолда жүрудің ешбір жауапкершілігі болмаса, Аллаға құл болудың ешбір мәні қалмайды. Яғни Алла тағала бізді бір мақсатқа сенуге жауапты етті. Қаншалықты қиын болса да, осы ұзақта қиын жолды жүруді міндеттеді. Егер Алла қаласа өзіне сенген соң ислам қоғамын құруды оп-оңай етер еді. Бірақ ондай жағдайда бұл жолда жүрудің, оған берік болудың ешбір құны қалмас еді. Аллаға иман келтірген сәттен бастап, бәрін оның жолында құрбан ете алатынын дәлелдемеген соң, бар қалау тілектерін Алла елшісінің алып келген дініне сәйкестендіріп, соны ғана басшылыққа алатынын көрсетпеген соң, әрине, бұл жолда мүмін мен екі жүздінің, шыншыл мен өтірікшінің айырмасы болмай қалар еді. Хабаш еліне көш. Азапты күндердің бұлай жалғасы беруде мүмкін емес еді.
Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұсылмандардың басшысы ретінде тығырықтан шығатын жол іздей бастады. Өйткені бір күн емес, бір апта емес, жылдарға созылған тауқымет бәріне де ауыр тиді. Ардақты пайғамбарымыз ойлана келе, діндерін еркін ұстана алатын, өмірлерінен қауіп төнбейтін Хабаш еліне қоныс аударуды ұсынды. Сахабаларына, Хабаш еліне барсаңдар жақсы болар еді. Ол жақта ешкімге зұлымдық жасамайтын басшы бар. Әрі ол жер әділдік мекені. Осы бір қиын жағдайдан құтылатын мүмкіндік бергенше сонда болыңдар деді. Осыған байланысты пайғамбарлықтың 5-ші жылы, яғни 615 жылы арасында күйеу баласы Осман мен қызы Руқияда бар 11 ер адам мен 4 әйелден тұратын 15 адамдық топ исламды еркін ұстану ниетімен Хабаш еліне көшті. Бір жылдан кейін Осман Меккеге қайта оралды. Оның сөзінен кейін ол жақта мұсылмандарға жақсы жағдай жасалған деген тұжырыммен Жағфар бастаған 108 адамнан тұратын екінші көш жасалды. Көшкен мұсылмандар Хабашстанда Меккемен салыстыруға келмейтіндей бейбіт өмірге қол жеткізді. Алайда меккелік мүшриктер қоныс аударушыларды ол жақта да жайынан қалдырмай, бағалы сыйлықтар артылған түйелер мен тәжірибелі дипломат Амр ибн әл-Ас бастаған адамдарды жіберді. Мақсаты Хабаш елінің басшыларына сый-сияпат беріп, көңілдерін аулаған соң рұқсат алып, мұсылмандарды қайтарып әкелу еді. Хабаш елінің басшысы Нәжаши әділ болатын. Ол Амр ибн әл-Астың «Арамызда ата-баба жолынан адасқан адамдарды қайтаруыңызды сұраймыз» деген сөзіне жығыла кетпей, әуелі мұсылмандарды тыңдайтынын білдірді. Хабаш елінде тұрып жатқан мұсылмандардың атынан Жағфар ибн Әбу Тәліп сөз алып: «Уа патша, біз пұттарға табынып, өлексе жеп, зинаға жақын жүретін надан қауым едік. Туыстардың арасында қарым-қатынасқа назар аудармай, айналамыздағы адамдарға жамандық жасайтынбыз. Күштілеріміз әлсіздерімізге әлімжеттік көрсететін. Міне, біз осындай жағдайда жүргенде Алла тағала өз арамыздан әділдігімен, тектілігімен, сенімділігімен, ар-намысты екендігімен танымал бір адамды елші етті. Бұл пайғамбар бізді Аллаға, оның жалғыз екеніне және оған ғана құлшылық етуге шақырды. Өзімізде аталарымызда табынған тастар мен пұттарымыздан құтылуға үндеді. Шындықты айтуға, аманатқа қиянат жасамауға, туған-туыспен жақсы қарым-қатынас құруға, көршілермен жақсы байланыста болуға, харам жемеуге, қан төкпеуге үгіттеді. Сондай-ақ жамандықтарға, жалған сөйлеуге, жетімнің ақысын жеуге, намысты бір әйелге жала жабуға тыйым салды. Тек қана бір Аллаға құлшылық етуді және оған ешбір нәрсені серік етіп қоспауды әмір етті. Намаз оқып, зекет беруді, ораза ұстауды бұйырды. Бұл сөздер бізге ұнады, сондықтан оларды іске асыра бастадық. Бірақ осыдан кейін өз жақындарымыздан елімізді тастап, сенің еліңді паналауға мәжбүр ететін азап көрдік. Біз барлық патшаның арасынан сені таңдап келдік, өйткені сенің жаныңда зұлымдыққа ұшырамаймыз деп үміт етеміз деп ислам діні жайлы түсіндірді. Хабаш патшасы пайғамбар әкелген уахиден үзінді оқуды сұрады. Жағфар Мариям сүресінен үзінді оқып берді. Нәжаши мен оның қасындағы адамдарды оқылған аяттардан қатты әсер алып, көздері жасаурап қалды. Жағдайға толыққанды көз жеткізген Нәжашиге бәрі де түсінікті болды. Жағфар оқыған аяттар мен Исаға келгендердің бір қайнардан бастау алатынын түсінді. Сондықтан мұсылмандар оның еліне ештеңеден қауіптенбей қалағанша тұра алатынын айтып, соңғы шешімін шығарды. Меккелік елшілердің дегені болмай, елдеріне салысуға кетіп қайтты. Хамза мен Омар мұсылмандар қатарында. Мұсылмандардың Меккедегі өміріне екі адамның иманға келуі айтарлықтай әсер етті. Олар пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көкесі Хамза мен қаладағы ықпалды адамдардың бірі Омар ибн әл-Хаттаб. Хамзаның ислам дінін қабылдау оқиғасы былай болған. Пайғамбарлықтың 6-шы жылы, ардақты пайғамбарымыз бір күні Сафа төбесінің маңында отырған кезде Әбу Жахил бастаған мүшриктер шыға келеді. Әбу Жахил ардақты пайғамбарымызға насихаттап жүрген дініне тіл тигізіп, жағдайының кісі аярлықта екенін айтып қорлайды. Ал пайғамбарымыз ештеңе демей орнынан тұрып үйіне кетіп қалады. Осыдан көп уақыт өтпей аңнан садағын асынған Хамза оралады. Ол әдетте аңнан қайтқан соң үйіне бармас бұрын қағбаны тауып ететін. Міне осы кезде әлгінде ғана Әбу Жахил мен адамдарының Алла елшісіне кезекті рет жәбір жапа көрсеткенін естіген бір әйел Хамзаға: «Жаңа Әбу Жахилдің бауырыңа не істегенін көрсең ғой, ал Мұхаммед ештеңе деп жауап қайырмады» деп естігеннің бәрін айтып берді. Осы жолы Хамзаға мүшриктердің бауырына көрсеткен жәбірі қатты батады. Ашуы терісіне сыймай,
тура Абу Жахил жаққа тартып, оның бір топ құрайыштықтардың арасында отырғанын көреді. Тіке барған күйі Абу Жахилді садағымен басына бір-ақ ұрады да: «Оған аузыңа келгенді айтып жүрген сен бе? Ал мен де оның дініндемін. Шамаң жетсе оған айтқан сөздерің маған да айтып көрші қане», дейді. Ол кезде пайғамбарымыз Арқамның үйінде болатын. Көкесінің ислам дінін қабылдағанын естіген кезде қатты қуанды. Мұсылмандарға Мекке азулыларының қатты тіс батыратынына қамыққан пайғамбарымыз ислам діні үстем болу үшін қоғамда ықпалы мен күші бар адамдардың тура жолға түсуін сұрап, Раббысына дұға жасаған. Сондай тұлғалардың бірі Омар ибн әл-Хаттаб. Бірақ Омардың мұсылман болуы күтпеген тосын оқиға болды. Олай деуіміздің себебі, ол иман еткен адамдарға жәбір-жапа көрсетіп, азаптаумен танымал еді. Алайда жүректерді өзгертуші Алла оның да тастай қатқан жүрегін жібітті. Оқиға былай болған еді. Бірде Омар Хабашстанға көшуге дайындалып жатқан Лейла бинт Абу Хасманың үйіне келеді. Күйеуі Амир ибн Рабиға бір тірлігімен сыртқа шығып кеткен екен. Омар бұл екеуіне мұсылман болғаны үшін көп азап тартқызған. Оларды қатты ұратын, соншалық сілесі қатып шаршап барып тоқтайтын. Тоқтаған кезінде де: «Сендерге жаным ашығаннан тоқтатты деп ойламаңдар. Шаршаған соң амал жоқ, тоқтадым. Біраз демалып алайын, ұруды қайта бастаймын», дейтін. Омардан әбден жапа шеккен Амир мен жары Лейла азапқа төзетін күштері қалмай, ақыры қоныс аударуға шешім қабылдаған болатын. Осындай сапарға дайындық үстінен түскен Омар олардың жолға дайындалып жатқанын байқап: «Бір жаққа кетіп барасыңдар ма?» деп сұрайды. Лейла: «Азап көруден шаршадық, сол үшін Хабашстанға кетіп барамыз», дейді. Бұл сөз Омарға қатты әсер етеді. Даусы өзгеріп: «Бара беріңдер, Алла жәрдемші болсын», деп қана айтады. Лейла Омардың бұндай күйін көріп таң-тамаша болады. Біраз уақыттан кейін күйеуі Амир келген соң таңданысын жасыра алмай: «Аз ғана уақыт бұрын Омар келіп кетті. Былай деді. Омар мұсылман болды-ау деймін», деп болжамын айтып еді. Амир күліп: «Омардың әкесі Хаттабтың есегі мұсылман болар, бірақ Омар мұсылман болмас», деп бірақ кесті. Өйткені өздерін тек мұсылман болған үшін ғана қанша мәрте азаптағаны көз алдында. Не де болса Омардың бұл жолғы сөздері оның бойындағы өзгерістің алғашқы көріністері еді. Ислам дінін қабылдаушылар күн өткен сайын артып келе жатты. Абу Жахил бұны тоқтататын бір адамның табылмағаны ма деп налады. Осындай күндердің бірінде Мұхаммедтің ісін тоқтату міндетін басқа емес, батыр Омар өз мойнына алды. Ол халық арасында батылдығымен, палуандығымен, қайтпас қайсар мінезімен танымалтын. Өжет мінез, дүлей күш иесінің сөзінде тұрмауы, өлгені. Омар пайғамбарды өлтірмекке жолға шықты. Жолай Нұғайм ибн Абдулламен кездесіп қалып еді. Ол қылыш құшанған Омардың мына жүрісі тегін емес екенін байқап: «Уа Омар, қайда бет алдың?» деп сұрады. Ешкімнен де қаймықпайтын Омар Мұхаммедті өлтіруге деп ашық айтты. Мұсылман болған көп адамға білдірмеген Нұғайм: «Орында оңайға соқпайтын іске бекінген екенсің. Сахабалары оның қасынан құс ұшырмайды. Сені маңына жуыта қоймас», деп қалды. Мұндай сөзден ашуы бетіне шыға келген Омар: «Немене, сен де солардансың ба?» деп көкіреді. Оның бағытын өзгерткісі келген Нұғайм: «Сен мені қайтесің? Алдымен күйеу балаң Саид пен қарындасың Фатиманы тыйып ал. Олар да мұсылман болған», деді. Бұл хабар Омарға жай оғындай тиді. Ашудан булығып, енді солардың үйіне қарай бет алды. Жақындай бере үйден Құран оқыған дауысты естіп, өзіне жеткен хабардың өтірік еместігіне көз жетті. Баса көктеп ішке кіріп келді де не оқылып жатқанын сұрап, жазбаны беруді талап етті. Талабы орындалмаған соң күйеу баласын бір-ақ ұрып, араша болғысы келген қарындасына қол көтеріп басын жарды. Қарындасы мен күйеу баласы енді жасырудың реті жоқ екенін түсініп: «Иә, біз мұсылман болдық, қолыңнан келгенін жасап ал», деп ашық кетті. Қарындасының өжеттігімен таяқ жеп, жылап тұрғанына Омардың жүрегі жібіп, істеген ісіне өкінді. Сосын әлгі жазбаны өзіне оқып беруін сұрады. Сөз қадірін бағалайтын қоғам өкілі Омар Құран аяттарынан әсерленіп, сол жерде мұсылман болға шешім қабылдады. Күйеу баласы мен қарындасына Құран үйретуге келген Хаббабтан Алла елшісі Арқам ибн Абул Арқамның үйінде екенін естіп, сол жаққа барып, оның алдында ислам дінін қабылдады. Омардың мұсылман болуын пайғамбарымыз тәкбір айтып қарсы алды. Омардың ұсынысымен бәрі жасырынып отырған үйден шығып, Қағбаға қарай бет алды. Абдулла ибн Масғуд айтқандай, мұсылмандар Омар мұсылман болғанша Қағбаның қасында намаз оқи алмайтын. Олар мұсылман бола сала Қағбаның дәл қасына барып намаз оқыды. Мұны көрген өзге сахабаларда Қағба маңында ашық намаз оқи алатын болды. Мүшриктер бойкот жариялады. Құрайш мүшриктері Хашим ұлдарының өз руынан шыққан пайғамбарға:
оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пана болып жүргенін жақсы білетін. Көкесі Әбу Тәліпке қанша ескерту жасаса да, өздері күткен жауапты ала алмады. Сол себептен басқа бір әдіске көшіп, пайғамбар руына түгелдей қысым жасауға шешім қабылдады. Өйткені ол кездегі арабтардың рушылдық түсінігі бойынша бір адамның қылмысына тұтастай руы жауапты болатын. Аталмыш жүйеге сүйене отырып, Хашим ұлдарының бәрін бірдей жазаласақ, Мұхаммедке пана болуын тоқтатар деп ойлады. Осы мақсатпен Хашим ұлдары мен Әбдімүтәліп ұлдарын өздеріне дұшпан деп жариялап, олардың қыз алмауға, қыз бермеуге, ештеңе сатпауға және де сатып алмауға, қысқаша айтқанда, құдды бір сыртқы әлемнен үзіліп қалғандай күйге жеткізуге шешім шығарды. Оларға жасалатын бойкот жарияланған мәтінді қаншалықты салмақты екенін білдіру үшін Қағбаның қабырғасына іліп қойды. Бойкот жарияланғанын естіген ру көсемі Әбу Тәліп немере бауыры мен отбасы мүшелерін өздеріне тиесілі жерге шоғырландырды. Ал пайғамбардың тағы бір немере ағасы Әбу Ләхаб болса, бойкот бастала сала өз руын тастап, мүшриктердің қасында болуды ұйғарды. Пайғамбардың руластары мен мұсылмандар бойкотта 3 жыл бойы ауыр азапқа түсіп, аман қалуға тырысты. Балалардың төбе қиқаны шымырлатып, аштықтан жылаған дауысы алысқа жететін. Абдулла ибн Аббас бұл кездегі ахуалды былай баяндайды. Ол жерде 3 жыл қоршауда қалдық. Сырттан азық-түлік кіргізбей қойды. Бізден қандай да бір адам отбасынан нәпақа табу үшін базарға барса, әдейі оған ештеңе сатылмады. Осындай себептерден арамызда аштықтан өлген адамдар да болды. Аштық құрсауында не жерін білмей, қатқан теріні суға малып, талға жау ететін күндер келді. Тіпті ағаш жапырағын жеп кеткендер де болды. Меккеге сауда керуені келген кезде сахабалар бала-шағасына азық-түлік алу үшін базарға баратын. Мұны көрген Әбу Ләхаб саудагерлерге: "Ей саудагерлер, Мұхаммедтің сахабаларына тауар бағасын қымбат етіп қойыңдар. Сендерден ештеңе алуға шамасы келмейтіндей болсын. Менің бай екенімді білесіңдер, сөзімде тұратыным да бәріңе мәлім. Оларға ештеңе сатпасаңдар, шығындарыңды өзім өтеймін" дейтін. Мұндай сөзден кейін сырттан келген саудагерлер бағаны бірнеше есе көтеріп жібереді. Балалары аштан бұратылып жатса да, мұсылмандар ештеңе ала алмай, үйлеріне құр қол қайтып жүрді. Соңынан саудагерлер Әбу Ләхабқа барып, оған тауарларын ол қымбаттатқан бағаға сатып, пайдаға кенелетін. Ал мына жақта мұсылмандар аштықтан қиналып жатты. Дегенмен Мекке тұрғындарының бәрі бірдей тас жүрек емес еді. Кейбіреулері түйеге азық-түлік артып, мұсылмандар жаққа қарай бос қоя беретін. Бірақ оның өзі мұсылман отбасыға қанша айлық азық болар дейсің. Әйтеуір бір сәт азықтанып, әділденіп алуға ғана жарады. Ақырында кейбір адамшылдығы бар мүшриктердің шыдамы шегіне жетті. Хашим ибн Амр, Зухайр ибн Әбу Умайя, Мут'иб ибн Ади, Зама ибн Асуад секілді бірнеше адам жерлестері мынандай халде болғанда түк білмегендей жүре беруге дәті бармады. Бойкотты тоқтату үшін өзара ақылдасып бір келісімге келгендей болды. Ертеңіне таң атқан соң Зухайр әсем киініп харам мешітіне кірді де Қағбаны тауап етіп болған соң сол жердегілерге: "Уа меккеліктер, Хашим мен Мүтәліп ұлдары бойкоттан қиналып, ішерге тамақ таба алмай жатқан кезде біз қашанғы түк болмағандай барымызды киіп, дәмді тамақ ішіп жүре бермекпіз. Алланың атымен ант етейін, мына зұлымда қатал келісім аяқталып, мына келісім құжаты жыртылмайынша тоқтамаймын" деп жар салды. Абу Жахил: "Бос сенделме, ол құжат жыртылмайды" деп қарсы шықты. Сонда өзара келісім бойынша араға Замға кіріп: "Алланың атымен ант етемін, сен нағыз өтірікші екенсің. Бұл біз келісімнің жазылуына әу бастан қарсы болғанбыз" деді. Кейін Әбу Әл-Бахтари де қарап тұрмай, Замға дұрыс айтады деп оны қолдайтын білдірді. Дәл осылай Мут'иб ибн Ади де: "Екеуің де дұрыс айттыңдар. Бұдан басқаша айтқан адам өтірікші" деп оларға қосылып кетті. Хашим ибн Амр де осындай ойда екенін білдірген соң, Мут'иб ибн Ади орнынан тұрып, келісім құжатын алып жыртып тастады. Оны онсыз да құрт жеп тастаған екен. Тек Алланың аты жазылған Бисмикаллахумма деген жер ғана қалыпты. 3 жылға созылған бойкот осылайша аталған тұлғалардың себебімен Мекке мүшриктері күткен нәтижеге жетпей аяқталды. Ал мұсылмандардың басынан өткерген ауыр кезең олардың дініне қос қолдап жабысуына себеп болып, иманын қуаттай түсті. Мұсылмандар осындай қиындықтан қалай аман шықты? Қалай ғана олардың сағы сынып кетпеді? Мұның бар себебі иман байлығында жатыр. Иманы бекен адамның болашаққа деген көзқарасы дұрыс болады. Басына түскен қиындықтарды жақсылыққа жориды, салысуға кетпей, жағдайды сәтсіздікке бағлаудан аулақ болады. Өйткені иманның негізгі мәні мына әлемді басқарып тұрған құдіреті шексіз Аллаға сену. Құдіретті, мейірімді, қиындықта қалып өзіне дұға жасағандарға жауап беретін,
естуші, жамандықтан қорғаушы, әрбір қиындықтан кейін жеңілдік беретін жаратушыға арқа сүйеу. Міне, осы сені мұсылмандарды кез келген сынақтан алып шығады. Қайғылы жыл. Пайғамбарлықтың 10-шы жылы. Мұсылмандардың бойкоттан құтылғанына көп болмаған. Қарттық жеңген Әбу Тәліп ауыр дертке шалдығып жатып қалды. Пайғамбарымызды, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 8 жасынан бері қамқорлығына алып, пайғамбарлық келгеннен кейін де дұшпандардың шабуылына қарсы пана болған арқа сүйер еді. Мүшриктер қанша қыспаққа алса да інісіне қорған болуын тоқтатпады. Бойкот жылдарында қарт болғанына қарамастан, оны қорғау үшін қолынан келгенін жасады. Көкесінің осындай мейірімі мен қамқорлығы әрине жақсылықты ұмытпайтын пайғамбарға әсер еткені хақ. Ол көкесін ислам дінін қабылдауға шақыратын. Ауру асқанып, жүзінен ажалдың таяп қалғаны біліне бастаған кезде де, көкешім, дүниеден өтпес бұрын ла илаха иллаллах деп айтшы. Ертең арғы дүниеде сенің ислам дінін қабылдағаныңа куә болайын дейді. Бірақ Әбу Тәліп арабтардың ата бабасынан қалған жолынан бас тартпай қойды. Сол жердегі мүшриктерде, «Ва Әбу Тәліп, атаң Әбдімүтәліптің жолынан бас тартпақсың ба?» деп кежегесі кейін тартты. Әбу Тәліп: «Мен Әбдімүтәліптің дінінде жан тапсырамын. Құрайш тайпасының ол өлімнен қорқып, бауырының дінін қабыл алды демесіне сенімді болғанында, сенің дініңді қабылдар едім» деді. Тайпасы надандыққа белшесінен батқан болса да, ата-бабасының жолына деген бағыныштылық оның ислам дінін қабылдауына кедергі болды. Ардақты пайғамбарымыз көкесінің дүниеден өткеніне, дүниеден өтеріне болса да, иман келтірмегеніне қатты қайғырды. Қасас сүресінің: «Уа Мұхаммед, сенің көңіліңе жаққан әр адамды тура жолға сала алмайсың. Алла ғана қалаған пендесін тура жолға салады. Ол кімнің тура жолға түсуге лайық әрі бейім екенін жақсы біледі» деп келетін 56-шы аятын осы себептен түскен айтылады. Әбу Тәліптен кейін 3 күннен соң пайғамбарымыздың жары Хадиша анамыз қайтыс болды. Хадиша анамыз пайғамбарымызбен өткізген 25 жыл өмірінде оның нағыз жары, сырласы, барлық ісінде қолдаушысы бола білді. Бүкіл әлем сырт айналғандай болған күндері оның қасынан табылды. Тарихта пайғамбар болса да жарына дұшпан болған әйелдер бар. Нұх пайғамбар мен Лут пайғамбардың әйелдері оларға иман келтірмеген. Ал Хадиша анамыздың жөні тым бөлек еді. Алғашқы уахиден үйіне пайғамбардың өзі қорқып келген кезде де үрейге берілмей, дұрыс көзқарас ұсынды. Оның жақсы адам екенін, сол себептен Алла тағала оған жамандық көрсетпейтінін айтып, жарын жұбата алды. Пайғамбарымызға иман келтірген ең алғашқы мұсылман да сол кісі еді. Бертін келе Айша анамыз өзін меңзеп: «Уа Алланың елшісі, Алла саған Хадишадан да жас, одан да сұлу және де жақсы нәсіп етпеді ме?» дегенде пайғамбарымыз: «Жоқ, Алла маған одан жақсы нәсіп еткен жоқ. Менің пайғамбар екенімді бәрі жоққа шығарып жатқан кезде ол маған сенді. Елдің бәрі мені өтірікші деген кезде ол мені растады. Маған ешкім ештеңе бермеген кезде ол бар дүниесін берді. Алла одан маған бала нәсіп етті» деп жауап берген. Пайғамбарымыз оның жасаған жақсылығын ұмытпай, өмірінің соңына дейін құрметтеп өтті. Бір сәтте екі бірдей жанашыр жақынынан айырылуы пайғамбарымызды қос қанатынан айырылған құстай етті. Адамдар арасында ең басты қолдаушыларын жоғалтты. Бірақ Алла тағала қай кезде де онымен бірге еді. Негізінде олардың қамқорлығы мен қолдауының өзі Алланың өз елшісіне жасаған қамқорлығы, жәрдемі болатын. Ал Алланың сүйікті құлына, ақырғы пайғамбарға деген жәрдемі әсте тоқтамақ емес. Таифқа сапар. Әбу Тәліп пен Хадиша дүниеден өткен соң дін дұшпандарының қысымы тіптен күшейе түсті. Әбу Тәліп тірі кезінде әкесі Әбдімүтәліптен қалған абыройын пайғамбарды, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, қорғау үшін қолданды. Хадишаның өзі ғана емес, жақындары да, балалары Мұхаммед пен қыздары Хадишаның зарар көрмеу үшін қолынан келгендерін аянып қалмаған. Осындай маңызды қолдау жасаған адамдар дүниеден өткен соң Меккеде мұсылмандарға деген қысым тіптен арта түсті. Меккенің атқа мінерлерінен қайыр болмаған соң Алла елшісі енді қолдауды сырттан іздеуге көшті. Осы мақсатпен Меккеге 100 шақырымдай жерде орналасқан Таиф қаласына баруды ұйғарды. Ол жерде Сақиф тайпасы мекен ететін. Таифқа келген соң аталған тайпаның көсемдерінен Амр ибн Умайр бастаған тұлғаларды ислам дінін қабылдауға, Мекке мүшриктеріне қарсы қолдау білдіруге шақырды. Алайда Құрайш саудагерлерімен арадағы экономикалық байланыстың бұзылуынан қауіптенген таифтықтар пайғамбарымыздың шақыруын қабыл алған жоқ. Ол аздай пайғамбардың бұл сәтсіз кездесуі туралы Мекке мүшриктеріне айтпауын өтінгеніне қарамай, құрметсіздік танытып, мәселені меккеліктерге жеткізді.
Оған қоса әлеуметтік осал топтағы адамдарын айдап салып, таспен ұрғызып, қаладан қуып шықты. Бұл сапарда пайғамбарымыздың қасында өзінің баласындай болып кеткен Зайд ибн Хариса бар еді. Зайд пайғамбарға өз денесімен қалқан болуға тырысқанымен, бәрібір тас екеуіне де тиіп жатты. Үсті басы қан-қан болған қос мұңлық Таифта бақшасы бар ағайынды Құрайыштықтар Отба мен Шайбаның бағына кіріп құтылды. Қолдау сұрай келіп, қорлығы ұшырағанына қамыққан Алла елшісі сол жерден көлеңкеде отырып дұға жасады. Ва Алла, әлімнің құрығанын, амалымның қалмағанын адамдардың алдында қор болғанымды айтып, өзіңе мұңымды шағамын. Ва мейірімділердің ең мейірімдісі, сен қорлық көргендердің Раббысысың, мені кімге тастап кеттің? Маған шабуыл жасаған жатқа ма, әлде ісімнің тізгінін қолына беріп қойған дұшпанға ма? Бірақ тек маған ашуланбасаң болғаны, қалғанның бәрі өткінші нәрсе. Алайда құлыңды қорғап, оған амандық беруің тіптен жақсы. Маған қаһарыңның түсуінен, ашуыңа ұшыраудан қараңғы түнекті жарыққа бөлейтін, дүние мен ақыреттің ісін бір жолға салатын жүзіңнің нұрын паналайын. Сен разы болсаң, басқа ештеңе керек емес. Шығатын жол да сенде, құдірет те сенде. Алла елшісі бұл дұғасында Раббысына мұңын шағып тұр. Өзіне қорлық көрсеткен дұшпан мен жатқа қарсы Алладан пана сұрауда. Одан соң бастысы, ол разы болса, қандай қиындыққа да мойымайтынын айтады. Бұл сөздер оның жауапкершілікті терең сезінетінін білдірсе керек. Осы жолда жапа шегіп жатса да, міндетін жеткізуге барынша тырысу арқылы Алланың разылығына ие болар ма екенмін деген ықылас жатыр. Өзіне Алла тағала разы болса болды, қалғанының бәріне де төзбек. Рамазан әл-Бути бұл оқиғаны: пайғамбар, намаздарыңды менің оқығанымдай оқыңдар, қажылықты мен секілді жасаңдар деп құлшылықты қалай жасауды үйреткен. Мына жағдайда да дәл солай өзінен кейінгі дін жеткізушілерге мен сабыр еткендей сабыр етіңдер дегендей үлгі қалдырды деп түсіндіреді. Ардақты пайғамбарымыз Таифтан Меккеге қайтып бара жатқан жолда ғайыптан оған тауларға жауапты періште көрініп: «Уа Мұхаммед, қауымыңның саған не дегенін Алла естіді. Мен тауларға жауапты періштемін. Сенің айтқаныңды орындауым үшін Алла жіберді. Не істегенімді қалайсың? Қаласаң мына екі тауды таифтықтардың үстіне тастай салайын» деді. Сонда ардақты пайғамбарымыз: «Жоқ, бұлардың құрып кеткенін қаламаймын. Олардың ұрпақтарынан бір Аллаға ғана құлшылық етіп, оған ештеңені серік етпейтін адамдар шығуынан үміт етемін» деп жауап берді. Ол өзін қабылдамағаны бұлай тұрсын, тіпті таспен ұрып, қуып шыққандардың да жазалағанын қаламады. Өйткені ол мейірім пайғамбар еді. Алла тағала Құранда оған қатысты: «Уа Мұхаммед, біз сені күллі әлемге, күллі жаратылысқа теңдесі жоқ мейірім ретінде ғана жібердік» деп айтуына бір айғақ осы оқиға. Исра және Миғраж оқиғасы. Осы бір теңдессіз оқиға арқылы Алла тағала қолдаушы жақындары дүниеден өтіп, Таиф халқының қорлығына душар болған соңғы пайғамбарын, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, рухани әлемге саяхат жасап жұбатты. Түрлі қорлыққа шыдап берген пайғамбардың көңілін аулап, бір қатар сүйінші беру үшін өзінің құзырын алдырды да ешбір дәнекерсіз уахи беріп, ең жоғарғы рухани дәрежеге көтерді. Исра дегеніміз пайғамбарымыздың Меккедегі Харам мешітінен Ақса мешітіне апарылуы, ал Миғраж Ақса мешітінен Алланың құзырына көтерілуі. Бұл оқиға хижреттен бір жыл бұрын Ережеп айының 27-ші түні болған. Қысқарта айтсақ, ардақты пайғамбарымыз алдымен Жәбірейілмен бірге Меккедегі Харам мешітінен Құдыстағы Ақса мешітіне жеткізілді. Ол жерден тағы да Жәбірейілдің бастауымен Сидратул Мунтаха деп аталатын ең жоғарғы дәрежеге көтерілді. Бұдан кейін пайғамбарымыз уақыт пен мекен түсініктерінен тыс Алла тағаланың құзырына шығарылды. Бұл мұғжизамен 10 жыл бойы Меккеде іргетасы қаланған исламның одан тыс аймақтарға таралуының ишарасы берілді десек болады. Олай деуіміздің себебі, бұл рухани саяхатында ардақты пайғамбарымыз Алла тарапынан кезінде түрлі қауымға жіберілген елшілер мен пайғамбарларға имамдық жасап, намаз өткізді. Миғраж оқиғасы мүміндердің иманын күшейтіп, мүшриктердің дұшпандығын арттыра түсті. Осы түні 5 уақыт намаз парыз етілді. Сондай-ақ Бақара сүресінің соңғы 2 аяты түсіп, үмбетінің ішінен Аллаға серік қоспаған жандардың кешірімге ие болатыны сүйіншіленді. Алла елшісі сол күні Меккеге оралып, таң атқан соң Құрайш мүшриктері жиылып отырған жерге барды. Барды да оларға түнде басынан өткен оқиғаны баяндап берді. Айтылған сөзді үлкен қызығушылықпен тыңдаған Абу Жахил Мұхаммедті мансұқтар тағы бір мүмкіндік туғандай көріп, сол маңдағы адамдарды: «Уа Кағбұлдары, қане жылдан бермен қарай келіңдер» деп шақырды.
Алла елшісі қасына жиылған Құрайш мүшриктеріне басынан өткен оқиғаны тағы да баяндап шықты. Пайғамбардың пайғамбарлығын мойындамайтын олар мұны да қабылдағысы келмеді. Мүшриктердің кейбірі Әбу Бәкірге барып, мына естігендерімен оның пайғамбарға деген иманына селкеу түсірмек ниетпен болған оқиғаны айтып берді. Бірақ Әбу Бәкір еш шатаспастан, егер мұны оны өзі айтса, онда рас болғаны деді. Мүшриктер таңданысын жасыра алмай, сонда Мұхаммедтің бір түнде Харам мешітінен Ақса мешітіне барып келгеніне сенесің бе деді. Әбу Бәкір сәл үнсіздіктен кейін, я, Құдыс қана емес, Құдыстан алыс жаққа барғанын айтса да сенемін деді. Бұл атақты сөздер Әбу Бәкірге адамдар арасында ақыретке дейін дәрежесін көтеретін Сыддық, шыншыл деген лақап атының берілуіне себепші болды. Құрайш мүшриктері пайғамбардың осы түні Меккеден Ақса мешітіне барғанына сенгісі келмеді. Айтқан сөзінің қаншалықты шындыққа жанасатынын тексеру үшін Ақса мешітін сипаттап беруін сұрап сынай бастады. Олардың арасында сол жаққа барған, мешітті көрген жандар бартын. Осы сәт Алла тағала Ақса мешітінің бейнесін пайғамбардың көз алдына келді. Пайғамбарымыз болса, мешіттің әр бұрышына дейін тәптіштей суреттеп берді. Бұл жолы да қыңғырлығынан таңбаған мүшриктер айтқанының бәрі дұрыс. Сен енді бізге Шамнан қайтып келе жатқан керуеніміз жайлы айтып бер, деп енді сынау нысанын Шамнан қайтып келе жатқан керуендеріне қарай бұрды. Алла елшісі керуеннің қанша түйеден тұратынын, оның жалпы ахуалы қандай екенін, пәлен күні күн шыққан соң Меккеге келетінін, керуенінің басында ақ түсті қара дақтары бар түйе келе жатқанын да хабарлады. Күмәні мен күпірлігі қатар жүретін мүшриктер пайғамбар атаған күні керуен келетін сәтті күте бастады. Кенет олардың бірі, әне күн шықты десе, екіншісі, әне керуен көрінді. Керуеннің басында Мұхаммед айтқандай үстінде қара дақтары бар ақ түйе келе жатыр деп айқайлап жіберді. Бірақ мұның бәрі олардың тәкаппарлығы мен қырсықтығын күшейтуден өзге ештеңеге жарамады. Ақырында оған сенгісі келмей, бұл үлкен сиқыр деп жалтарып шыға келді. Миғраж оқиғасы болған түні таң атқан соң Жәбірейіл періште Алла елшісіне келіп, қалай намаз оқу керек екенін, намаз уақыттарын үйретті. 5 уақыт намаз парыз болмай тұрып, Алла елшісі 2 ракағат таң намазын, 2 ракағат ақшам намазын, яғни күніне 2 уақыт намаз оқитын. Ясриптік арабтармен байланыс. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 10 жыл бойы бар күшін салып, Мекке көшелерін кезіп, әр үйдің есігін қағып, ислам дінін насихаттады. Бірақ осынша уақыт ішінде иман келтірген саны 250-ге жетер-жетпес адамды құрады. Сосын бұлардың жартысынан көбі Хабаш елін панлауға көшіп кеткен соң, пайғамбар насихатын құлаққа ілер жан іздеп Таифқа барды. Бұл күнішке орай ол жақтан да үміт ақталған жоқ. Бірақ сонда да өзіне жүктелген міндетті орындаудан шаршамады. Ол Меккеге қажылық не умра ниетімен немесе жәрмеңкеге сауда жасау үшін келгендерге пайғамбарлығының алғашқы кезінен бастап-ақ айрықша мән беретін. Ал Миғраж оқиғасынан кейін Мұхаммед пайғамбар Меккеге келген араб руларымен кездесуін тіптен жиілетті. Оларды бір жағынан ислам дінін қабылдауға шақырса, екінші жағынан Құрайшқа қарсы қолдауын сұрады. Алла елшісі кезегімен 10-нан астам тайпамен кездессе де, бұл кездесулерден өзі күткен нәтиже шыққан жоқ. Мұндай кездері Абу Лахаб артынан қалмай, айтқан сөзіне мән бермеңдер, ол ата-бабасының дінінен безген өтірікші деуін қоймады. Абу Жахил де оған қалыспай, ол біздің арамыздан шыққан жынды ғой, арамыздағы әлсіз адамдар мен құлдарды арбап алған сиқыршы. Оған тек кедейлер, құлдар мен тұтқындар ғана ілеседі дейтін. Осы себептен пайғамбарымыз кей кездері қасына Әбу Бәкір мен Әлиді ертіп алатын. Әбу Бәкір өз қоғамында сыйлы әрі дәулетті адам болса, Әли өз көкесінің ұлы. Осылайша пайғамбар Әбу Жахилдің сөзі өтірік екенін көрсететін. Алла елшісі Меккеде жүрген осы кезде исламға шақырған соңғы топ ясриптіктер болды. Ясрипте бір тектен тарайтын Аус және Хазраж атты араб рулары, Надир ұлдары, Қайнуқа ұлдары, Құрайза ұлдары атты яхуди тайпалар тұратын. Ясрип арабтары Аус пен Хазраж өз арасында 120 жылдан бері бітпей келе жатқан соғыстың себебінен әбден әлсіреп, қалада тұратын яхудилерге бағынышты болып қалған. Яхудилер іште екі араб тайпасымен жеке-жеке келісім жасасып, сырттай оларды бір-біріне айдап салып, ақырында қаладағы арабтарды өздеріне тәуелді етіп тынған. Осындай күндердің бірінде, дәлірек айтқанда, пайғамбарлықтың 11-ші жылы қажылық маусымында Алла елшісі Хазраж тайпасының 6 адамымен Мина жазығында жолықты. Олар жақын арада Буаз соғысынан жеңген Аус тайпасына қарсы Мекке мүшриктерімен келісім жасауды көздеп келгенді. Алайда кездейсоқ пайғамбармен жолығып қалды. Ибн Хишам бұл кездесуді былай баяндайды. Алла елшісі олармен кездесіп, кім боласыңдар деп сұрады.
Олар Хазыраш тайпасынанбыз деп жауап берді. Пайғамбар: яһудилермен келісімі бар тайпа ма деп сұраған еді. Иә деп жауап алды. Пайғамбар: сендермен біраз сөйлессем деп едім, тізе бүгіп бір сәт отырасыңдар ма деп сұрады. Олар: болады деп тізе бүкті. Алла елшісі оларды Алла тағалаға иман келтіруге шақырды. Ислам дінін түсіндіріп, Құран оқыды. Бұл араб тайпаларының жерінде яһудилер тұратын. Яһудилерде діни кітап пен діни білім болды. Ал бұлар пұтқа табынатын. Яһудилермен араларында келіспеушілік туса болдақ, яһудилер жақын арада жіберілетін пайғамбардың атынан ілесіп, сендерді ат пен Ирам қауымдар секілді өлтіреміз деп сес көрсететін. Осындай жағдайда жүрген арабтарды Алла елшісі исламға шақырған сол еді. Олар бір-біріне: яһудилер сендерді қорқытып жүрген пайғамбар осы екеніне күмән жоқ. Байқаңдар, яһудилер сендерден бұрын иман етіп жүрмесін деп пайғамбардың шақыруын тез қабыл алды. Содан соң: біздің екі тайпа арасындағы дұшпандық пен өшпенділік ерекше. Алла сенің дәнекерлігімен олардың басын біріктіруінен үміттіміз. Сондықтан елге қайтқан соң оларға сенің дініңді қабылдатуға тырысамыз. Алла қос тараптың басын осы дін аясында жинайтын болса, біз үшін сенен артық ешкім болмайды десті. Асад ибн Зурараның басшылығымен жүрген хазраждықтар осылайша ислам дінін қабылдап, пайғамбармен келесі жылы Ақаба жерінде кездесуге сөз байласып кетті. Хазраждық кісілер Ясриптегі екінші араб тайпасы Аусты Меккедегі кездесуден хабардар етіп, оларды да Алла елшісінің артынан ілесуге шақырды. Осының нәтижесінде бір жылдан кейін дәл былтырғы жерге Хазраж тайпасынан 10, Аус тайпасынан 2 адам, жалпы 12 адам келді. Бұл кездесуде ясриптіктер пайғамбарға ешқашан Аллаға серік қоспауға, ұрлық пен зина жасамауға, балаларын өлтірмеуге, бір-біріне жала жаппауға, Алла елшісінің бұйрығына бағынуға серт берді. Ардақты пайғамбарымыздың ясриптік мұсылмандарымен жасасқан бұл келісімі ислам тарихында бірінші Ақаба серті деген атау алған. Жиыннан кейін Алла елшісі Ясриб халқына Құран мен исламды үйретіп, намазда имамдық жасап, әлі мұсылман болмағандардың дінге шақыру үшін Мұсхаб ибн Умайрды бірге қосып жіберді. Ясриб халқының исламды қабылдауы. Ясрибте ислам дінінің таралуында Мұсхаб ибн Умайрдың еңбегі зор. Ясриптік бірнеше арабтың Меккеге келіп, пайғамбармен, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын кездесуі қалған халқын тұтастай ислам дініне құшақ жайғанын білдірмесе керек. Қанға сіңген әдет пен сананы жайлаған түсініктен ажырау қай кезде де, қай жерде де оңай болған емес. Ясриб халқы да жас уағызшыға жат дінді насихаттаушы ретінде қарап, жылғабақ танытпаған түсінікті. Бірақ Мұсхаб жас та болса табанды еді. Дегеніне біреудің қарсы келуі оны қаймықтыра қоймайтын. Пайғамбардың ясриптіктерге дін үйрету үшін Әбу Бәкір, Омар, Осман сынды қоғамда беделді, тәжірибесі мол сахабаларының бірін емес, Мұсхабты таңдап алуы да тектен тек емес. Ол Ясрибке бара сала Асад ибн Зурараның үйіне орналасты. Асадтан қалаға қатысты ақпаратты алды. Тұрғындарының туыстық байланыстарын, әлеуметтік жағдайларымен өмір сүру салтын, салт дәстүрі мен әдет-ғұрпын, қаладағы яһудилер жайлы сұрап білді. Бұның бәрі де дін жеткізуші адам үшін маңызды. Бір күні Ақаба серті тұсында мұсылман болған Асад ибн Зурара Мұсхаб ибн Умайрмен бірге Ашғалудар руына дін жеткізу үшін шықты. Сол тайпаның бір адамының бақшасына барып, құрма ағаштарының саясындағы құдықтың басына тізе бүккен сол еді. Мұсхабтың айналасына бір топ адам жиналып қалды. Бұлардың бір бөлігі мұсылман болғандар, енді бір бөлігі оның не айтатынын тыңдауға келгендер. Мұсхаб айналасындағыларға бар ықыласымен ислам дінін таныстыра берді. Олар да бар ынтасымен тыңдап тұр. Әңгімесінің әсерлі болған сонша тыңдаушылар сілтідей тыңдап, уағызшының қасынан кеткісі келмеді. Осы бір сәттен бір кісі Аус тайпасының атқамінерлері Усайд ибн Худайр мен Саад ибн Муазға барып, дін ұстазы Мұсхаб ибн Умайр туралы жеткізді. Мұны естіген Саад ибн Муаз Усайд ибн Худайрға: «Ей Усайд, біздің жерімізге дейін келіп, сенімі әлсіз жандардың басын қатырып, құдайларымызға қарсы шығуды көксеген әлгі меккелік жігітке бар. Бұдан бұлай мұнда аяқ баспауы керектігін ескерт. Ант етейін, егер туысым Асадтың қонағы болмағанда бар ғой, оның сазайын өзім ақ тартқызар едім» деді. Усайд қолынан найзасын алып, Мұсхаб отырған бақшаға қарай бет алды. Оның келе жатқанын көрген Асад ибн Зурара: «Уа Мұсхаб, мына келе жатқан адам өз руының мырзасы, ең дәулеттісі және ең дана адамның бірі. Егер ол мұсылман болса, оған ілесіп көп адам мұсылман болар анық» деді. Усайд ибн Худайр жақындап келді де отырғандарды көзімен бір шола қарап:
Мұсхаб пен досы Асад ибн Зурараға: мына жерге келіп, сенім әлсіз адамдарымызды алдауларыңа не себеп? Қане, табандарыңды жалтыратыңдар. Бұл жердегі адамдар сендер айтып жүрген сөзге мұқтаж емес, деп түрсе қоя берді. Мұсхаб Усайдқа қарап сөйлей жөнелді: уа қауымның мырзасы, өзің айтқан сөздерден де жақсы сөз естігің келе ме? Ол не сөз? Кішкене тізе бүгіп, менің не айтатынды тыңдап көр. Егер көңіліңе жақса қабылдарсың, ұнатпай жатсаң, бұл жерге енді қайта келместей болып кетерміз. Усайд ұсынысты құп алғандай сыңай танытып, найзасын төмен түсіріп тізе бүкті. Мұсхаб болған исламның ақиқатын түсіндіріп, Құраннан үзінді оқи бастаған кезде ақ Усайдтың жүзі өзгеріп сала берді. Арқыраған тау суындай арнымен келген адамның екпіні басылып, жүзі жылай бастады. Естіген сөзден қатты әсерленіп, одан ары таңданысын жасыра алмай, бұл айтқан сөздерің неткен әдемі еді, қандай ұлы, деп тебірене сөйледі де аз ойланып, сонда мұсылман болғысы келген адам не істеу керек деп сұрады. Алдымен жуын, киіміңді тазала. Кейін Алладан басқа құдай жоқ екеніне және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік етесің. Одан соң 2 рәкағат намаз оқы, деді Мұсхаб. Усайд орнынан тұрып, құдық суымен жуынды. Артынан куәлік сөзін айтып, мұсылман болды. Міне осылайша сол күні араб батырларының бірі, Ауыз тайпасының мырзасы, иман келтірген бекзадалардың қатарына қосылды. Ясрибте ислам жайлы естімеген үй қалмады. Айта кетерлігі, ислам дінінің Ясрибте таралуының өзіндік себептері бар. Жоғарыда айтылған себептерге қоса, Ясрибтегі діни, әлеуметтік және саяси жағдай исламның таралуы үшін ыңғайлы болды. Сонымен қатар Ясрибтіктердің исламға дейінгі діндеріне деген бағыныштылығы меккеліктердің ұстанымындай қатаң емес еді. Меккеліктердің діни өмірі мен саудасының арасындағы тығыз байланыс болып, қажылық пен сауда мәселелері бір-бірімен бірігіп кеткен десек, Ясрибтегі арабтар меккеліктердей діндар емес еді. Бұл да болса жаңа діннің ықпалына әсер етті. Мұсылмандар Ясрибке көше бастады. Пайғамбарлықтың 13-ші жылы, яғни 622 жылы, қажылық маусымында ішінде 2 әйелі бар, жалпы 75 Ясрибтік мұсылман Меккеге келіп қажылық жасайды. Қажылықтан соң Ақабада Алла елшісімен кездесті. Кездесу барысында Ясрибтіктер оны өздерінің қаласына шақырды. Бұл орайда Алла елшісі оларға 2-ші Ақаба сертінің шарттарын айтты. Қалаларына қоныс аударған жағдайда өзінде меккелік мұсылмандарды да өздерін, бала-шағаларын қалай қорғаса, дәл солай қорғауға, қуаныш пен қайғыға бағынуға, молшылықта да, жоқшылықта да мұхажирлерге материалдық қолдау жасауға, жақсылыққа шақырып, жамандыққа қарсы тұруға, ешкімнен қаймықпай тура жолда жүруге серт бергенін қалады. Ясрибтіктер Алла елшісінің барлық талабы мен шарттарын қабыл алатынын білдіріп серт берісті. Бұл ислам тарихындағы 2-ші Ақаба серті деп аталады. 1-ші Ақаба сертінде Алла елшісінің Ясрибтіктерге қойған талабы діни сипатта болса, 2-ші Ақаба сертінде көбінесе саяси мазмұн байқалады. Осылайша Ясрибтік мұсылмандар, егер өздеріне меккелік мұсылмандар көшіп келетін болса, оларды өз отбасыларын қорғағанындай қорғауға серт берді. Бұл бір жағынан Құрайш тайпасын өзіне дұшпан етіп алуды да білдіретін. Өйткені жаумен дос болғанды жау көру бұрыннан келе жатқан әдет екені белгілі. Ардақты пайғамбарымыз Меккеде 12 жыл бойы ислам дінін тарату үшін бар күшін салды. Меккелік мүшриктер зорлық-зомбылықтың сан түрін қолданып, мұсылмандарға күн көрсетпеген соң олардың бір бөлігі Хабаш еліне көшуге мәжбүр болды. Алла елшісі қасында қалған аздаған мұсылманмен бірге Мекке мүшриктеріне қарсы күресін жалғастыра берді. Сонымен қатар мүміндер үшін тыныш мекен іздеп, шақырып жүрген дініне қолдау табу үшін Меккеге келген тайпа мүшелерімен жолығып жүрді. Осы мақсатта Таифқа барғанмен ол жақтан қорлық көріп қайтты. Алла елшісі сонда да дін тарату әрекетін тоқтатқан жоқ. Меккеден алмаған қолдауды жан-жақтан іздеді. Ақырында оның ұсынысын Ясриб тұрғындары қабылдады. Меккелік мұсылмандар теңіздің арғы бетіндегі Хабашстаннан әлде қайда жақын 350 шақырым қашықтықта орналасқан мекеннен қолдау тапты. Сенім еркіндігі берілетін, бауырлаша өмір сүретін елден пана көрді. Алла елшісінің бұйрығымен мұсылмандар Ясрибке қоныс аудара бастады. Бірақ оларға көшу оңайға түспеді. Мүшриктер мұсылмандарды босқа жібере салған жоқ әрине. Олар қоныс аударушылардың байлығынан да, баласынан да, жақынынан да айырылуына себепкер болды. Ислам тарихы кітаптарында Меккеден Ясрибке қоныс аударуды хижрет деп атайды. Хижрет сөзі бір жерден екінші жерге көшу деген мағынаға саяды.
Хижри күнтізбесі хижри жыл санауы деп келетін ай күнтізбесі осы көш уақытынан бастау алады. Тарихи деректерде Ясрибке алғаш көшкен адам Абу Салама екендігі жазылған. Абу Салама хижрет жасауға шешім қабылдаған кезде қайын жұрты өзіңе ештеңе дей алмаймыз, бірақ қызымызды алып бара жатқаныңа қалай ғана көз жұмып отырамыз деп әйелін алып қалды. Абу Саламаның әулеті құлдарына ашуланып, қыздарыңды күйеуінен ажыратып алыңдар, біз де немеремізді келіннің қолына беріп қоя алмаймыз деп балаға таласа бастады. Екі жақта тарқатылып жатқанда баланың қолы шығып кетті. Ақыры баланы әкесі жағы алды да Абу Салама жалғыз өзі хижрет етті. Үммі Салама күйеуі басқа қалаға, ұлы ата енесі жаққа кетіп еңіреп қала берді. Күнде ертемен Абдах деген жерге барып, кеш батқанша көз жасын көл етіп боздап отыратын болды. Бір жыл бойы осылай жалғасты. Бірде оның осындай күйін көрген бір туысының жаны ашып, мына байғұсты әлі жібермегенсіңдер ме? Күйеуімен бауыр еті баласынан осылайша уақыт ажыратқандарының жетпей ме деп жазғырған соң туыстары, қаласаң күйеуінің артынан бара бер деп рұқсат берді. Сонда Үммі Салама ұлын алып Ясрибке қоныс аударды. Ал Сухайб атты сахаба хижрет еткен кезде Құрайш мүшриктері: бізге келген кезде тақыр кедей болатынсың, қасымызда жүріп дүниең көбейді. Бар байлығыңды осында жүріп таптың, енді соның бәрін алып кетпексің бе? Алланың атымен ант етейік, олай болмайды деп қарсы шықты. Сухайб оларға: егер дүниемді сендерге берсем, жолымды бөгемейсіңдер ме деп сұрады. Мүшриктер иә деп жауап берді. Ол да: олай болса мал мүлкімді сендерге бердім деп бар байлығын дін жолында тастап кете берді. Бұл оқиғаларда мұсылмандардың Ясрибке көшуі де, меккеліктердің оларды жіберуде оңайға соқпағандығын көреміз. Тек Абу Салама мен Сухайб қана емес, мұсылмандардың бәрі де үйін, жақындарын, бар дүние мүлкін тастап кетуге мәжбүр болды. Бәрінен бұрын туып өскен мекенінен жыраққа кету жанға батты. Бұл туған жердің қадірін білетін кез келген адам үшін өте қиын екен белгілі. Ясрибті жаңа мекен ретінде таңдаудағы басты себептердің бірі оның Меккемен байланысты бір жолата үзбейтіндей қала болуында. Арабтардың Қағбаға құрмет көрсетуі Меккені назардан тыс қалдырмайтындай орталық еткен. Ол жерді қолына қаратқан адам арабтармен жақсы байланыс құру мүмкіндігіне ие болады. Ал Ясриб болса Меккемен тығыз байланыс құруға мүмкіндік беретін жерде орналасқан. Меккеліктер үшін сауда тіршіліктің көзі. Пайғамбарымыз Ясрибке жайлы өмір сүру үшін көшпеген. Бұл жер меккеліктермен жүргізетін күресінде оған артықшылық беретін. Оның алдында мұсылмандардың бір тобы Хабаш еліне көшіп, тыныш өмір сүріп жатқаны белгілі болса да, мұсылмандарды жаппай ол жаққа көшпеуі тегін емес. Ясрибте биліктің әлсіздігі де пайғамбардың еркін қимылдауына мүмкіндік берді. Бұған қоса онда пайғамбар отбасының жақсы байланысы бар Хазрадж тайпасы тұратын. Олар да өз жақынымыз деп қолдау білдірер анық. Ал халқының саны жөнінен Ясрибте тағы артықшылық бар. Ол Хижаз өңіріндегі ең ірі қалалардың бірі. Хижрет етілген кезеңде бұл жақта едәуір халық тұратын. Бұл да болса дінді барынша көп адамға таратуға мүмкіндік бермек. Дей тұрғанмен пайғамбардың Ясрибті таңдауының ең басты себебі бұл жақтағы мұсылмандардан қолдау көруі. Осы қолдау арқылы жылдар бойы дін таратуына тосқауыл болып келген Құрайштарға қарсы тұру мүмкіндігіне ие болды. Ардақты пайғамбарымыздың хижреті. Мекке мүшриктері мұсылмандардың Ясрибке қоныс аударып жатқанынан Мұхаммедтің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын де, Меккеде қалмайтынын түсінді. Ал қоныс аударса күшейіп кетіп, уақыт өте келе өздеріне үлкен күшпен қарсы тұруынан қауіптенді. Осы мәселеге қатысты мүшриктер ақылдасу үшін бас қосты. Бас қосуда әркім өз пікірін ортаға салды. Біреу оны ұрып-соғып, абақтыға қамап қоюды ұсынды. Бірақ жақтастары келіп құтқарып алу мүмкін болғандықтан бұл ұсыныс қабылданған жоқ. Енді біреулер алыс жаққа жер аударуды ұсынды. Бұл жолда оның сөзін тыңдаған адам арбалып қалатындай, оның артынан ілесіп кететіні, кейін күшейіп келіп өздеріне шабуыл жасау мүмкін екенін айтылып, ұсыныс жарамсыз деп танылды. Ақыры кеңесе келе ең сұмпайы ұйғарым пайғамбарды өлтіруге шешім қабылдады. Жоспар бойынша Құрайштың әр руынан бір адам шығып, бәрі бірігіп пайғамбарға шабуыл жасап өлтірмек. Ал мұны істей алса, Хашим ұлдарының бір өзі өлтіруге қатысқан барлық руға қарсы шыға алмайды. Шамасы жетпеген соң құн төлеуден басқа амал қалмайды. Ал құнды бәрі бірге төлей салуы қиын емес.
Олар 10 жылдан астам уақыт өздерін мазалаган мәселені осылайша шешуді жөн көрді. Алайда қай кезде де әлемдердің Раббасы Алланың жоспары адамның жоспарынан асып түседі. Құран бұған қатысты былай деген: «Ва Мұхаммед, кезінде күпірлікте қасарысқандар сені зынданға тастап, қамап қоюды, не болмаса өлтіруді, яки жер аударып жіберуді ойластырып, бір қатар айла-амал ойластырып, тұзақ құрумен болған еді. Олар тұзақтарын құра берсін, бәрібір Алла өз дегенін болдырып, біреуге құрған тұзақтарына олардың өздерін түсіреді. Алла тұзақтың қайырлы болғанын құрушы, һәм үнемі жақсылықты мұрат етіп, өз дегенін болдырушы. Алла елшісі жалпы мұсылмандарға хижрет етуге рұқсат бергенімен, Әбу Бәкірге рұқсат бермегенді. Ол қоныс аударуға рұқсат сұраған кезде: «Уа Әбу Бәкір, күте тұр, мүмкін Алла саған әлде қайда жақсысын нәсіп етер» деді де қойды. Осылайша күтумен өткен күндердің бірінде мынандай оқиға орын алды. Оқиғаны Әбу Бәкірдің қызы Айша, Алла одан разы болсын, жеткізеді. Алла елшісі Әбу Бәкірдің үйіне міндетті түрде таңертең немесе кешке келетін. Ал Алла тағала елшісіне хижрет етуге рұқсат берген күні күтпеген сәтте түскі ыстықта келді. Оны Әбу Бәкір көріп, мұндай бейсауат уақытта келгеніне қарағанда бір жағдай болғанға ұқсайды деп топшалады. Үйге кірген соң пайғамбарды өз орнына отырғызды. Әбу Бәкірдің қасында мен және бауырым Әсмадан өзге адам жоқ етін. Алла елшісі қасындағы адамдарды сыртқа шығара тұр деді. Әбу Бәкір: «Уа Алла елшісі, бұлар менің қыздарым, ата-анам саған құрбан болсын, не болып қалды?» деді қобалжып. «Алла маған Меккеден хижрет етуге рұқсат берді» деді. Бұл жолы Әбу Бәкір: «Уа Алла елшісі, сенің сапардағы серігің болам ба?» деп сұрап еді. Алла елшісі: «Я» деп жауап берді. Бұл оқиғаға куә болған Айша анамыз: «Алланың атымен ант етейін, сол күнге дейін мен қуаныштан адамның солай жылағанын көрген емеспін» деп әкесінің қалай қуанғанын жеткізген. Осылайша хижрет жоспары құрылды. Жолбасшы ретінде Абдулла ибн Урайқитті таңдап алды. Әбу Бәкір 2 түйені осы сапар үшін баптап жүргенін айтып, біреуін Алла елшісіне сыйлағысы келетінін білдірді. Пайғамбарымыз оған ақысын төлеп сатып алуға ғана келісетінін айтты, өйткені ол тегін келген дүниені қуана қабылдайтын жан емес еді. Пайғамбар кетуге оқталған күні мүшриктер де қамданып, пайғамбарды өлтіру үшін оның үйін қоршауға алғанды. Меккеліктер Мұхаммед пайғамбар өте сенімді жан болғандықтан өздері жоғалтып алудан қорқатын заттарын оған аманат етіп өткізіп қоятын. Пайғамбарымыз сол заттарды иелеріне қайтарып беруді Әлиге тапсырды да өз шапанын Әлидің үстіне жауып, орнына жатуын бұйырды. Осы бір тұста ойланып көріңізші, өзін туған жерінен қуып, тіпті өлтіруге оқталған меккеліктердің бағалы заттарын өздеріне аман есен қайтарып беруді інісіне табыстап тұр. Бұл сенімділік пен әділеттің шыңы емей немене? Пайғамбарымыз Алланың қалауымен мүшриктердің көзіне түспей, үйінен сыртқа беттеп, қолына бір уыс топырақ алды да Ясин сүресінің, сондай-ақ олардың алдына бір бөгет, артына бір бөгет қойып, алды артын көлегелеп тастадық, сондықтан олар ақиқатты көре алмауда деген аятын оқып, мүшриктер тарапына қарай шашып жібереді. Көкірек көздері көр мүшриктердің бір сәт көздерінде көр басты. Пайғамбарымыз түн қараңғысында мүшриктердің көз алдынан аман есен өтіп, Әбу Бәкірдің үйіне барды. Әбу Бәкірмен бірге түн жамыла үйдің артқы жағына шығып, Сәуір тауына жетіп, сол жақта үңгірге жасырынды. Алла елшісі осылайша артынан түсетін мүшриктерді адастыру үшін әдейі Ясрибке бара жолға түспей, қарсы жақтағы Сәуір тауына барып бекінді. Пайғамбарымызды өлтіру үшін үйін қоршаған мүшриктер оның үйінде еместігін білген кезде айналаны тінте бастады. Жан-жаққа хабаршы жіберіп, оларды өлді немесе тірідей алып келгендерге үлкен сыйақы беретінін айтып жар салды. Көпшілік Ясриб жақтағы жолдардан іздеп жүргенде, бір топ адам екіз кесушінің көмегімен пайғамбар мен Әбу Бәкір жасырынған үңгірдің аузына дейін келді. Осы кезде пайғамбарға зиян тие ме деп уайымдаған Әбу Бәкір: «Уа Алла елшісі, олар еңкейіп қараса болды, бізді көреді-ау» деп мазасы қашты. Пайғамбарымыз болса байсалды қалпынан таңбаған күйі: «Уайымдама, шүбәсіз Алла бізбен бірге» деп оны қобалжымауға шақырды. Бұл тыныштық иман ағашының жемісі болатын. Мүміндер иманнан туатын тыныштық арқылы басқалар асып сасқан кезде еш саспайды. Өзгелер ашуланып жатқан кезде байсалды қалпынан танбайды. Кейбіреулер күмәнға түсетін жағдайлардың өзінде берік сенімнен ажырамайды. Өзгелер бай-балам салып жатқанда бір қалыпты күйде болады. Әбу Бәкір бұл кезде өзін ойлап қорыққан жоқ. Пайғамбарға бір мезетте күмәнданбай иман еткен кезде-ақ ол өзінен гөрі бұл жанды жоғары қоятын дәлелдеп қойған. Ол Алла елшісіне бір зиян тие ме деп уайымдады. Нәтижесінде пайғамбардың айтқаны болып, мүшриктер үңгірдің аузына дейін келіп, еңкейіп қарамаған күйі қайтып кетті.
Алла елшісі мен Әбу Бәкір Сәуір өңірінде 3 түн болды. Бұл 3 түнді Әбу Бәкірдің ұлы Абдулла олармен бірге өткізді. Жоспарға сай Абдулла таңертең кетіп, Меккеде түнегендей болып мүшриктерді іздеуге қатысты қандай жоспар құрып жатқанын біліп, кешке айтып келетін. Әбу Бәкірдің шопаны Амр ибн Фухайра жайып жүрген қойын кешке үңгір жаққа айдап барып, таңертең Абдулла үңгірден кеткен соң айдап кететін. Осылайша бір жағынан оларға ішетін сүт табылса, екінші жағынан Абдулланың ізін жасырып отырды. 4-ші күні, яғни 1-ші Рабиул Аувал 622 жылдың 13-ші қыркүйегінде таңертең жолаушылар өзіне алдын ала берілген түйелерді жетектеп келген Абдулла ибн Урайқит пен Амр ибн Фухайрамен бірге Ясрибке қарай жолға шықты. Оларды Ясриптегі мұсылмандарға қалай да жеткізбеуді ойлаған мүшриктер Алла елшісі мен Әбу Бәкірді тірідей не өлідей әкелген адамға 200 түйедей сыйақы тағайындады. Бұл жайлы атақты ізгешуші Сурақа ибн Мәлик те естіген болатын. Бір күні топ адамның арасында отырған кезінде бір ақылдасы таяп келіп, ақырын ғана: "Әй Сурақа, біраз уақыт бұрын жағалаудан қараңдаған біреулерді көрдім. Мұхаммед пен оның жолдастары емес пе екен деп ойлап тұрмын" деді. Әлгінің суреттеуінен әккі Сурақа жағалаудан өтіп бара жатқандардың Мұхаммед пен оның серігі Әбу Бәкір екенін сезе қойды. Бірақ мына ақпараттың өзіне мол олжа әкелерінен үміттенгендіктен өзгелерге білдірмей хабарды жеткізген адамның назарын басқа жаққа бұру үшін: "Олар пәленшелер ғой, мана қасымыздан өткен, жоғалған түйелерін іздеп жүр екен" дей салды. Сурақа айналасындағыларға сезік салмау үшін сол жерде бір сағаттай отырған соң ақырын шығып кетіп үйіне келді де жолға керек жарағын алып аты мен меккеліктердің ізіне түсті. Із қуып отыр. Біраз жүрген соң алыстан қараңдаған жолаушыларды көзі шалды. Көздеген нысандарының осылар екеніне күмәнданбаған Сурақа атына қамшы басып салып, ұрып енді жеттім дегенде аты сүрініп кетіп өз жерге құлады. Орнынан тұрып атына қайта мініп қайта шапты. Бұл жолы межесіне тым жақындай түсті. Тіпті жақын қалған соншалық оқып келе жатқан Құранның дауысын естіді. Алла елшісі артқа қарамаған күйі ештеңе болмағандай Құран оқып жүре берген еді. Алайда серігіне қатер төнуінен қауіптенген Әбу Бәкір қайта-қайта артына жалтақтап қарап келеді. Тура осы кезде Сурақаның аты тізесіне дейін құмға кіріп кетіп, Сурақа тағы да омақаса құлады. Жолаушыларға жақындаған сайын атының қайта-қайта сүріне бергенін жақсылыққа баламаған ақылды Сурақаның тұла бойын қорқыныш биледі. Бұлардың жай адам емес екенін, босқа әуреленіп жүргенін бүкіл болмысымен сезінді. Сөйтті де Алла елшісінен бірден өзін кешіріп аман сау жіберуін сұрады. Осы кезде Алла елшісі қасындағы адамдарымен бірге тоқтап Сурақаға назар салды. Жандарына келген Сурақа: "Басымнан өткен мына бір жағдайлардан кейін сенің тегін адам емес екеніңе көзім жетті. Қауымың сені өлі немесе тірі күйінде әкелгенге үлкен сыйақы тағайындаған еді" деп мән-жайды жеткізді. Сондай-ақ оларды мүшриктер жатпай тұрмай іздеп жатқанын да айтты. Керек болар деген оймен өзінің азығын оларға ұсынды. Алайда Алла елшісі оның азығын қабыл алған жоқ. "Бізге жақсылық жасағың келсе, артта қалып біздің артымыздан түскендерді жіберме" деді. Пайғамбар бастаған жолаушылар үшін Сурақадан төнген қауіп те сейіліп, Ясрибке сапар әрі қарай жалғасын тапты. Алла елшісі хижрет жасау барысында тек Аллаға тәуекел етумен ғана шектелмеген. Дұшпанның зиянынан сақтану үшін қолынан келген шараның бәрін жасаған. Жасырыну керек кезде жасырынған, құпия ұстайтын мәліметтерді тіс жарып ешкімге айтпаған. Өздерін шөл далада дұшпанның көзіне түсірмей алып жүретін адам да жалдаған. Демек, мүмін адам бар ісінде Аллаға арқа сүйеуі тиіс десек, бұл арқа сүйеу еш амалсыз, құр сеніп, қолынан келетінді жасамау емес. Керісінше, Алланың атымен бастап, қолдан келер шараның бәрін жасаған соң ғана қалғанын Аллаға тапсыру дегенді білдіреді. Ясриптегі мұсылмандар ардақты пайғамбарымыздың Меккеден шыққанын естіді. Естіді де әр күні таңертең Меккеден келетін жол жаққа шығып, біреу-міреу келе жатқан жоқ па екен деп күтетін болды. Жолаушыларды бірнеше күн тосып, кешігіп жатқан соң уайымдап бастады. Осындай күндердің бірінде солай күтіп, күн ысып кеткен соң үйлеріне қайтқан. Кенет 3 қабатты үйінің төбесінде жүрген бір яхуди қалаға келе жатқан бір адамдарды көзі шалды да, мұсылмандар күтіп жүрген кісілер екенін түсініп, бар даусымен жар салды. Онсыз да елеңдеп жүрген мұсылмандар Алла елшісін қарсы алу үшін жалма-жан қала сыртына қарай ағылды. Алла елшісі Ясрибке 1 сағаттық қашықтықта орналасқан Құба ауылына тоқтады. Осы жерге бір мешіт салып, дүйсенбі, бейсенбі күндерінің арасында 4 күн болған соң, жұма күні, нақтырақ айтқанда 12-ші Рабиул Аувал 24-ші қыркүйек күні 622 жылы Ясрибке қарай бет түзеді. Алла елшісі Рануна дейтін жерде осындағы алғашқы жұма намазын оқытып, намаздан кейін қалаға шықты.
пайғамбарын сағынған Ясриб халқы оны құшақ жая қарсы алып, бәрі де өз үйіне қонақ болғанын қалады. Пайғамбарымыз олардың бәріне алғысын айтып, түйесі шөккен жерге ең жақын үйге түсетінін айтты. Осылайша пайғамбарды қонақ ету абыройы Әбу Аюб әл-Ансариге бұйырды. Ауыр азап пен мазаққа, қорлық, зорлыққа толы 13 жылдық Мекке кезеңі аяқталып, ислам тарихының жаңа парағы ашылды. Ясриб қаласы да бұдан былай пайғамбардың қаласы деген мағынада Мәдинатур Расул деп атала бастады. Кейін тек Мәдина деп қана аталатын болды.